Біздің кітапханасы жаңалаған, сондықтан басыңыздар жаңа қадам Қазақстан халқына қорыменен сығитып берді емес пе? Тана бабам, ассалаумағалейкум ағайындар, алдымен меймандарға қарап алам. Үзілдіктей апамды кім білмейді, санасын сұлу сөзбен саралаған елдегі жалғыз жұбан танушымыз ағасын жатпай тұрмай даралаған Жадыр апам прозашы, жазушы ғой, біз түгілі мойындаған Астана дара қалаң Меңдоллағанда ілесіп келіп отыр. Баспасөздің бағын аралаған осылармен бірге туған бауыр ғой, Жанаділдей жарқ еткен жұлдызымның әкесі келіп отыр. Аман ағам, бәрі де бір топырақтың перзенттері, біздің жақта тумаған жаман адам деп бір қайырлы күн, ардақты ағайындар, қымбатты оқырмандар, өздеріңізге белгілі асқақ рухты қаһарман ақынымыз Жұбан ақын ағамыздың 105 жылдығына орай іс-шаралар әлдеқашан басталып кетті. Күн сайын әлеуметтік желілерден, баспасөз беттерінен кейбіреулеріңіз аяқтай көздеріңізбен көріп жатсыздар. Ақын 2 мәрте еңбек қызыл ту және 2-ші дәрежелі ұлы отан соғысы құрмет белгісі ордендерінің иегері Жұбан Молдағалиевтің туғанына 105 жыл толуына орай тағы да бір шараларымыздың легі бүгін жалғасып отыр. Жұбан туған топырақта атты ақын жұбантанушы Үзілдік Елубайқызы, прозаик Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Жадыра Шамұратова апамызбен подкаст мәнеріндегі өткелі отырған кездесу шарасына қош келдіңіздер. Және бүгінгі шараларымызға қонақтарымызбен қатар аудан еліміздің мәдениет пен өнер өкілдері, еңбек ардагерлері және Жұбанның жырын жатқа оқып жүрген келешек оқырман қауым арнайы қатысуда. Жер-жерден ауылдық кітапханашы, яғни руханият шырақшылары да келіп отыр. Қош келіп жатсыздар. Және ата кететіні жаңа Медолла ағамызды айтып кеттім. Жадыр апамыздың құрбысы, досы, өлеңді бір адамдай сүйетін Жұбанмен бір күні дүниеге келген баласына Жұбан деп ат қойған Динара Қыдырбайқызы арнайы ақын ұстаз, жұбантанушы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Ақжайық ауданының құрметті азаматы Үзілдік Елубайқызы, прозаик Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Жадыра Ғазизқызы Шамұратова және Жұбан елінің құрметті азаматы, жеке кәсіпкер Аман Ғазизқызы Елубай ағаларымызбен әңгіме өрбітетін боламыз. Үзілдік апа, өзіңіздің өлеңіңізде бар ғой, атыңнан айналайын, сайғұдық сенде болсам сезінбеймін, өмірдің қайғымын деп. Мынау өзіңіздің кітаптарыңызда оқырман қауым білсін деп айтып жатырмын. Үзілдік апаның кітабын оқысаңыздар, туған жердің табиғатына, топырағына табына отырып, сол кездегі тылсым күш иелерінің өмірде бар екендігін болғандығына көз жеткізесіздер. Соңғы кітапта жазылды, Үзілдік апа, оның барлығы да жазылды. Әдейі айтып отырмын, осы шарадан кейін кітапты алып аспай қарап оқысын деген ниетпен. Және Сайғұдық мекеніне бара қалсаңыздар, Жұбанның өз өлеңінде айтқан Сарымсақ қой Сайғұдық. Онда Жұбанның өз қолымен ашып берген 500 кітап сыйға тартып ашып берген 1980 жылы кітапханасы бар. Қазіргі таңда үлкен жөндеуден өтіп, заманауи форматта оқырман қауымға қызмет етіп жатқан. Сол кітапхананың алдында ақындар аллеясы бар. Қазақстанда жоқ ақындар аллеясы. Ол жерде Сайымжан Еркебаев, Қожа Насырым кезінде дейтін тамаша туындысы бар. Біздің Сағынғали Сейітов ағамыз, хандықтың дүниеге осы кітапхананың атын иемденіп отқан Сағынғали Сейітов ағамыз, журналистиканың ардагері Базарғали Қуатов ағамыз, Шариполла Сәлиев ағамыз бар. Қадырдың өзі жоғары баға беріп кеткен бірден бір балалар жазушысы. Бейшен Жұмағалиев ағамыз бар. Жұбан ағамызбен майданда жауынгер тетелес болған. Композитор, сол кезде шыққан әуесқой сазгер композитор Жасталап Қуанғалиев ағамыз, 80-ге жуық әндердің авторы. Үзілдік апамыздың өз бейнесі тұр, ол жерде Сағынтай ағамыздың. Содан айтайын дегенім, бірақ орын бір топырақтан мен тек айтып отқан бұл тұлғалар. Одан кейін шыққан тұлғалар қаншама, бұйырса орындары тұр. Айтайын дегенім, Үзілдік апа, өзіңізден бастайық. Туған жердің тылсым күштеріне топырақтан ғой соның бәрі.
қысқасын айтқан кезде жаңағы мен айтып отқан тұлғалар, мен айтпай кеткен тұлғалар қаншама, жаңағы дәулетияр мешітті имамдар, молдалар туған жер хақында әңгімені өзіңізден бастасақ. Құрметті зиялы қауым өкілдері, бізбен кездесуге келіп отырған барша бауырлар, сіздерге осы кездесуді ұйымдастырып отырған кітапханашы Роза ханым бастаған барша кітапханашыларға басын иемін. Ерман айтып жатыр ғой, өнерден шыққан өнер адамдары бір бөлек. Мысалы, қоғам қайраткерлері Қартбай Бержан ағамыз сол жерде дүниеге келген. Сосын Сәни тұңғыш банкир шыққан. Енді әрлін-берлі мына энциклопедияға Қасаболатовты айтып жүр ғой, Қасаболатов, дәрігер, тұңғыш дәрігер. Сол да сол саулыққа тікелей байланысы бар деп маған көз тірісінде Бесен ағам айтып кетті де, бірақ соны енді оны көбірек зерттеу керек. Бүкіл энциклопедияда тек қана Тайпақ ауданында дүниеге келген деп айтады да, туған жерін айтады. Шындығында сол жерде сол Қасаболатов ағамыз дүниеге келген. Ауылдарда білесіңіз ғой, бәріміз ауыл өскен. Ауылдарда түрлі орлар бар, обалар бар. Баяндамамда айттым ғой, үлкен Жұбан ағамыздың дүниеге келген жылы 20-шы жыл бұл қазақтың даласын оба болып жайлаған. Және екінші жағынан аштық қысқан, аштық жылы болды депті. Біздің жерімізде жаңа Қарабар дейтін жер бар. Біздің бала кезімізде қой бағып жүрдік, бұзау бағып жүреміз ғой. Сонда мына даланы зерттеушілер жүргенде былай деп айтатын маған. Bu жерде мына сіздің жеріңізде адам баласы білмейтін тылсым күш бар. Сосын екінші жағынан бұл жердің астында байлық бар. Бұл 60-70 жыл керек деп менің өзім жеткізіп әлі бір 20 жылдай уақыт болар деп ойлап отыр. Бұлардың ашылуына. Енді тылсым күш деп жаңа айтып жатыр, біздің Сайғұт дейтін ауылдың бір қасиетін мынадан білгім келеді. 57-ші жылы 58-ге қараған көктемде қатты су тасыған. Сонда қатты су тасығанда біздің әкелеріміз айтатын. Үйлердің ол кезде мынандай қиықты үйлер болған жоқ, бәрі жатаған үйлер ғой. Сонда біздер дейтін жаңағы төбеге жаттық. Су тасып, сол судан қорыққан ғой. Жаңағы ауылды түгел қоршап су тұрылға, былай қарасаң Сайғұт ойпаңдап баратқанда көресіңдер. Бірақ бір ерекшелік, жаңағы су жан-жағынан қоршайды да, ауыл түгеліменен судың ортасында тұрады, дөп-дөңгелек. Бұның неге ондай тылсым күші бар деп ойласақ, біздің ауылды 4 мешіт қоршап тұр. Оны Меңдіұлы кезінде газетте жасап жүргенде, сосын облыста жүргенде жазды. Ана Дәулетияр мешіті, сосын Майқан мешіті, Уәлиахмет мешіті, Ақ мешіті деп аталатын 4 мешіттің ортасында тұр. Енді сол мешіттерде иемденген қасиетті жаңағы ишандар, олардың білімі дейтін ол өте жоғары деңгейде болады. Мысалы, Майқан мешітінің иесін ұстады ғой енді, алып барып қамытты. 40 тұрға қамытты ұстағанда, оқудың күшіменен 40 тұрғадан ұшып шығып кетті. Міне осыдан ақ біле беріңіз. Осы Дәулетияр мешітінің ерекшелігі. Оны 37-ші жылы, 38-ші жылдар білесіңіз ғой, репрессия жылдары қудаланып, жаңағы мешітті құлатқан, сол мешіттің орны бар әлі. Содан мектеп салған, контор салған, почта салған, үйлер салған жаңа мешіттің тастарын. Оның тастарын мен өзі білесім көрдім, жаңа 4 бұрышты шаршы мынандай биіктігі 20 сантиметрді 20-да 40 мынандай. Ішінде жаңа қыл болып, сол қылға биені сауып, биенің сүтін қосып басқан екен. Сынбайтын тастар. Енді кейіннен бәрі қиратылып кеткеннен кейін жаңа Уәлиахмет мешіті бұл Жұбан ағамыздың құлдардың мешіті. Сол жерде мына Өлеңтің қармақтатқыш қай жерде бар? Өлеңті өзені ағады. Сол жерде тереңдігі 12-18 метр тереңдікте су бар. Жаңағы аштық жылдары сол ауылда асыраған. Күні бүгінге шейін Ресейден, жезерден келіп, сол жерде жаңа бала аулайды кісі. Уәлиахмет мешіті соның жағасында орналасқан. Мінекей осындай қасиетті ауылда жаңағыдай тұлғалардың шығуы бұл ерекшелік. Енді сіздер естімеген бірінен айтып кеттім керек. Кешегі 90-шы жылдардан кейін мына депутаттар сайланып, біздің тәуелді депутаттарымыз сайланып, біздің Баспер апай 16 жыл депутат болды ғой.
бір күні маған келді, енді ауылына жиылды. Біздің сайлауды таратайын деп жатыр. Картадан оқып жібер ғой тарау. Сіздікі енді өзіңіз ауданның мәслихаттың депутатысы қалайсыз оны таратуға? Айтпадыңыз ба бірдеңе деп едім. Мен соған, мен басшы болғанмен де әр жақ тарихына мен ойланбағасын ештеңе. Содан жаңағы мен жібердім, мен Оралға барамын, анда барамын, мұнда барамын. Ауданға келдім, аудан мәслихатқа келіп айттым, ондай жер таратуға болмайды, оны таратсаңдар, онда сендердің жақсы болмайды. Жоға болмайды. Себебі біріншіден, ол қасиет жер, екіншіден біздің Сырымменен Ақжайық ауданын қосып тұрған ауыл ол. Оны таратуға болмайды. Сонымен не керек? Біраз жерге барып аяқтай жүріп, әйтеуір сол сайлаулықты картадан сыздырмауға үлес қостық. Сол сайлауды сақтап қалдық. Енді екінші жағынан жаңағы кім Мерман айтты ғой, 80-ші жылы Жұбан ағамыз 60-қа толғанда жаңа кітапхана ол кезде Шамаллау қолдан салған кітапхана болды, өзі ашып кетті. Мына суреттерде 11-ші мектептің оқушылары берген, 11-ші мектептің оқушылары емес, бұл сайлаулықтың мектебінің оқушылары суретте. Сол кітапхананы күні бүгінге шейін алып келіп заманауи үлгіде жоқ. Кеше біз Жұбан ағаның тойының алдында 2 күнімізді ауыл бармақ қой. Сонда жаңағы Оралдан келген кісілер дейтін таңғалып кетті ғой. Мынадай кітапхана, мына шағын ауылда мынадай кітапхана Оралдан әкеліңдер, мында көрсетіңдер. Мен дейтін осы Жұбан тойы ары қарай жалғасып жатыр бізде. Оралда кездесулер бар. Сонда айтайын деп отырмын, облыстық білім бөліміне бар. Мына жас ұрпақ қойын біздің үміт ететін. Сол ұрпақтарымызды болашақта әкеліп сол сайлаулықты бергі Жұбан ауылы бар, бергі біздің мұндағы Жұбан орталығымыз бар. Жиі қарым-қатынас жасап, байланыс жасау керек. Ауылменен тікелей байланыс жасау керек деген ұсынысымды айтам, және сол сөзімді өткізем. Біз қаламен де тікелей жаңағы ауылдарға байланысқа түсіргіміз келіп отыр. Енді алдымыз күз, жыл таусылмасын, алдымызда жылдар бар ғой. Осындай ойларымыз бар біздің. Енді өзім осы кезге шейін 42 жыл ұстаз болдым. Жұбан ағамның бір ауыз сөзіне болады, кеше айттым ғой. 80 жыл Қадыр ағамыз екеуі келіп, Орал қаласындағы Астаускер театрында кездесу болып, сонда Жұбан ағаны шақырып қасына. Қарындасым, сен қашан бітірейін деп жатсың оқуды? Мен айттым, осы алдымыздағы көктемде бітірейін деп. Сонда айтты, сен елге бар деді. Қалада қалып қойып жүрмін. Мен как раз қалада қалғым келіп тұр, 2 жұмыс табылып тұр. Біреуін телевидениеде жүргізуші, екіншісі мына КМБ дейміз ғой қазір. Соған ұлттық қауіпсіздік комитетіне қазақша сауатты адам керек деп, соған жаңағы мен барғым келіп өзім іштей ойланып етіп отырған, бірақ Жұбан ағай елге бар деді. Елге сенің мамандығың керек, мұғалім қызмет ет. Мен бара алмадым. Әрі әскерге кеттім. Әскерден соғысқа кетіп қалып, соғыстан кейін Алматыда қалдым. Ақын болу шарт емес, азамат болу керек. Елге қызмет ет. Айналайын елге бар. Сол кісінің бір ауыз сөзіне аманатына қиянат етпейін деп 42 жыл еңбек жасап, сол ауылдан аман жоқ, немерелер өскеннен кейін мен балам айтам, айтқан 2 ұл болса, мен ауылда қалар едім бірімен. Біреу болып, аман жоқ құрып, мен немерелермен қалаға кеттім. 2018 жылы. Сөйтіп, жаңағы 2012-де зейнеткерлікке шықтым. 4 жыл менің мойнымда депутаттық қызметтік. Сол депутаттық қызметімді атқарып, бәрін болып, ауылға жаңағы мектеп салдыру біздің арманымыз болды. 15 жыл, 16 жыл жүрдік. Сол 16 жылда енді мектеп салдырдық. Жұбан ағаның 90 жылдық тойына үлкен мәдениет үйін салғызып алдық. Кітапхананы міне қыздар отыр, осы қона жатып барып қыздарыменен сол заманауи үлгіде адам айтса нанғысыз кішкентай ауылда анандай кітапхананың тұруы дейтін ол айтатын. Сосын мен ауылда жүрмін, Сырым елімен көп байланыста болдым. Ана қазір Серік Тоқманбет дейтін бала қазір замакин болып кетті ғой неге? Сырымға. Сол бала жастар ұйымын басқарды неге. Тек оқу бітіргеннен кейін ауылға барып жастар өте білімді бала, өте еңбекқор бала. Сол жиі байланыс жасап тұр біздің ауылменен. Сол жаңа өлең кісі бармыз.
Ауылда жүргенімде, ауылда тұрмын деген жоқпын, қаламен де, ауданмен де, мына Розалар біледі, осы кітапханада қандай нелер өтеді, жиі келіп байланыс жасап тұрдық. Күнге шейін бұның барлығы еңбек, ерінбеу керек, әсіресе жастарға айтамын. Еңбектеніңдер айналайындар. Біздің болашағымыз сендерсің. Мен әрбір сабақ берген балдарыма, 5-ші сыныпта сабақ бергенде былай істейтінмін. Аяз би ертегісі бар ғой енді. Сол аяз би ертегісіне ана гауһар тасқа, гауһар моншақ алып келемін, қайрақ алып келемін, пышақ алып келемін деп, папамның қаулына плащ болып етеді. Оны көрсетпеймін, бата естақтарын есіне арқылып қоямын. Соның жаңа барлық ертегіні балдарға қойылымын көрсетемін ең соңында айтамын. Енді адам бір орынға отырғаннан кейін көңіл шалқиды ғой, солай ма? Мына отырған, отырғыш дейтін адамға жер береді. Адам атқа мінсе де жер береді дейді ғой. Соның қасында жаңағы орынға отырғаннан кейін көңілі шалқып, кейде артық сөйлеп қою мүмкін, кейде біреуді кішкене төмендеу санап қалу мүмкін, солай ма? Сондайда жаңағы Аяз бидің айтатыны бар ғой. Аяз әліңді құмырсқа жолын. Қанын деп аспа, емін деп таспа. Бұл сөздер. Соны бәрін дәлелдеп келемін айтамын. Сіздер деген балдарға, ертең күні ертең ел басқаратын азамат боласыңдар. Сол кезде мынандай жақсы креслоға отырасыңдар. Естеріңде болсын, көңілдеріңіз шалып біреудің жүрегін жабырқатып тастап жүрмеңдер. Деп Аяз би оны неге айтқан? Оның көңілі шалқып отырғанда би болып, анау жоқшылықты көріп жүрген уақыты, бірасы масқа зәру болып жүрген уақыты есіне түседі екен. Сол үшін ол өзінің төріне жаңағы қалдырлап киген плашын қояды екен. Жаңбырға. Деп есті ашқанда мұны көрсетеді. Мына плаш сендердің мәңгі бақ естерді болсын. Мемлекеттік қызметте отырғанда ақша жиын деп сотталып кетіп жүрмеңдер деп айтты. Аллаға шүкір, бірде-бір оқушым, бәрі де көп мемлекеттік қызметке жасап, ешкім коррупцияға ұрынған жоқ. Соны осы күні көргенде әлі айтады ғой. Апа, сіз сол берген сабағыңыз бар ғой, бізге сабақ берді. Сабақ бергеніңіз қалды. Қалай шындайда бізді шалқып жас балаларға айтып тұрғаным, айналайындар, ертең сіздер бір-бір мекеменің иесі боласыңдар. Неге мен оны айтып отырмын? Мен Оралда жиі, акиматқа анда-мында жиі барам, сонда көремін. Былай кетіп баратады біздің жастарымыз. Мен ана жерде отырамын, диванда әкімді күтіп отырмын. Кетіп баратады, сәлем жоқ, сау жоқ, ашып кетеді. Сосын қайта жұмыспен ана баланың артынан құлағымды айтамын, тұрғызам, қазақтың баласысың ба дейді. Қазақтың. Атаның бар ма? Бар. Ал бар болса несін жаңа сәлем береміз. Мен отырмын ана жерде. Сен мені таныма, мына үй дейтін білесің ба, қандай үй? Ақ үй ғой. Сен де неге сәлем беруді білесің? Сен дұрыс басшы бола алмайсың екен деп айтамын бетіме. Сен сәлем беруді білмей тұрсың ғой. Және қазір әкімге кіріп, әкімге ескертіп кетемін. Солай Есқалиевтің уақытында да, мына Нариман Төреғалиұлының уақытында да солай ескерттім мен. Міне, айналайындар. Бүкіл сөздің басы сәлемде. Сәлем беру деген. Таныма, қасыңнан өтіп бара жатырма, сәлем. Мен өз басым, кішкентай ер бала келе жатыр ма, мен ер баланың алдынан өтпешімін. Өйткені ол азамат біздің болашақ. Біздің елімізді қорғайтын. Біз неше жерден айладам, неше жерден шалқайып керемет болып жүрсек, ер азаматтарға арқа сүйейміз. Басымызға күн туса, бізді қорғайтын ең бірінші сіздерсіздер. Сондықтан еңселерің биік болсын, менің айтқан жаңағы ақылым сіздердің мидарыңызда қалып болсын. Жаңа плашыңызды парламентке апарып біліп қоятын екенсіз. Ешқайда көшіп бармадым, ел деген алтын тұғырым, болса да қанша арманым, ауылда менің ғұмырым деп Үзілдік апамыздың өзі айтқандай, жаңа біз айттық қой, подкаст тақырыбымыз өзі, мән берсеңіздер, жұбан туған топырақта деп алынды. Сондықтан бүгінгі кездесу шарамызды жұбан туған топырақтың мәні мен маңызына тоқталып бастап жатырмыз. Сол себепті Үзілдік апаға бірінші сөз беріп, тарихсыз болашақ жоқ қой, өздеріңіз білесіздер. Жұбан ағамыздың өзі айтып кеткен ғой, тарих ол бір ғаламат, алтын көпір, ұрпақты ұрпақтарға жалғайтұғын деген. Жаңағы кітапхананың алдындағы ақындар ариясын айтып кеттім. Сол жерде де алла болса алда толықтырамыз. Солай қояр осы сәкеңізді. Жадыр апамыздың жырларымен
әдемі сөздермен суретіліп, сізді ол танымайды деген сөз емес қой, ауыл. Таныған үстіне тани түссін деген, бірімізді біріміз көтерсек қана іріміз деген Амангелді Абдуғали ағамыздың бір тамаша сөзі бар. Келген сапарымызды да біз оң жағынан пайдаланып, сізді оқырмандарымызбен кездестіріп, Жадыра апамыз шыны керек әр тақырыпта қалам тербейді. Қазіргі қоғамда қызу талқыға түсіп жатқан дін тақырыбы бар бұл кісінің шығармаларында, дұрыс қой. Дін тақырыбы және жастарды бір қызығушылығын оятатын детектив форматында да бұл кісі қалам сермеген. Соның ішінде өзіміздің алтын бесік Қарақазан ғой, ауыл туралы біздің әрқайсымыздың түп тамырымыз ауыл ғой. Ауыл туралы да тамаша туындылар бар. Және жұбан деп жатырмыз. Күні кеше 10 қыркүйек күні бұл кісі әдебиет порталында қызмет жасайды және өте белсенді қызмет жасайды. Жақсының көзі дейтін бағдарлама жүргізеді. Ашып қарасаңыздар, ішінен көресіздер барлығын. Кез келген тақырыпты соңына дейін талқылайды. Небір тау тұлғалы ақын жазушыларымызбен қолға түсе бермейтін подкаст, яғни кездесу шарасын жүргізеді. Жаңағы 10 қыркүйек күні шыққан әдебиет порталындағы мақалаға тоқтап кететін болсақ, мақаланың атын өзін қараңызшы. Солар жайлы ойлансын ұрпағымыз дейді. Бұл бірден бір жұбан ақынның бәріміз қақшап жүрген қаһармандық қыры да бар, ақындық, батырлық қыры да жазылған. Осы тұрғыда Жадыра апа өзіңізбен әңгімемізді бастасақ дегіміз келіп тұр. Елге қош келіп жатсыз, өзіңізге сөз берейік. Қайырлы күн, қадірлі жерлестер. Осындай бір жақсы күні сіздермен дидарласудың сәті түскеніне қуаныштымын. Бұл да бір сәт. Роза Сәкенқызы және осы кітапхананың ұжымы соңғы аптада соншама көп жұмыс атқарып жатқанның үстіне енді жұбанға деген құрметтеріміз және біз келе жатыр деп осыншама әзірленіп, осындай жайды дайындап алдымыздан сондай бір меймандостық пен ықылас танытып жатқандарыңызға рахмет. Енді тақырыпқа сай сөйлейік. Енді жаңа мейірман ақын деп жатыр, ақын емеспін, өлең жазбаймын. Бірақ проза жазамын, мақалалар. Топырақтың құдіреті дегенге жалпы шәк келтірмейді ғой енді қазақ. Осы кішкентайымыздан естіп өстік, осы біздің елдің адам екенін, осы үздік апалар біздің кішкентайымыздан осы жұбанның семьясы келеді деп шапқылап, қазір қалай көріп отырсыздар, тап солай шапқылап жүріп дайындалатын. Ол кезде ұлттық киімде өзі қат болған сияқты да, болғанның өзі жылым-жылым анау бір көңіл үшін ғана жасай салған сияқты бір ол жерде жатып, қараңғы жерде жататын бір 2-3 киім болатын болар, бірақ Үздік апа өз қолымен ұлттық киімді тігеді. Кәмшат бөріктің сөгіп, оны қайтадан тігіп, неше түрлісін әдемі кәдімгі қазіргі дизайнерлік жұмыстар сияқты сондай дүниелерін киіп, домбырасын ұстап, алдынан шығып, мен өзім көре қалдым. Мына Сағылыққа жақындаған жерде тоқтайды ғой қонақтар. Сол кезде алдынан шығып, осы арнау айтып, осы София апайлар сол уақыттарда есімде. Енді кейін жаңа кітапханасы деп жатыр, оны да шет жағын көрдік. Ол кезде ескі кітапханадан көрдім, мынау жұбанның 300 кітап деген сияқты еді, ол кезде 500 бе? Бірақ ол кезде өте кішкентаймыз, сол қызықпаппыз да, мынадай әдемі болып жарқырап тұрған жай емес қой енді ол деген.
жиналуы да онша емес болған шығар енді. Ол кітапты парақтап қарамаппын. Солай болды. Иә. Өзі жағылып кеш. Қазір бәрі газ беремін. Бірақ кейін барып түсінесің ғой, уақыт өткенде барып, мысалы қазір осы қазақта ақын да көп, жазушы да көп. Осы мерейтойлар өтетін кезде кім қай өңірден туды, қай облыста туды, тек сол жақ тойлауға міндетті сияқты. Біртүрлі бөліп алған ба әйтеуір. Мысалы Жұбан болса, өзі орал жоқтау керек сияқты, сондай түсінік пе бұл, сондай нәрсе бар. Енді ана жақта жүргенде байқайсың, мына жаққа келсең Жұбан, Қадыр деп айтылып жатыр. Ол жақта ондай естімейміз, шынын айтайық. Енді Жұбанның желтоқсандағы былайша айтқанда ерлігі, қаһармандығы дейікші, осының өзін көп көретіндер бар, енді оны байқаймыз. Бірақ бір нәрсе шындық. Енді архив деректері де кейін бәрі де шығатын шығар, бірақ уақыт өтуі керек. Әуелі желтоқсанның шындығы түгелімен ашылуы керек. Сол кезде Жұбанның тұлғалық бейнесі жарқырай түседі деп ойлаймыз. Ол үшін енді жүйе ауысу керек шығар. Біз көрмейтін шығармыз, бірақ біздің балаларымыз мүмкін көретін шығар осы нәрсені. Әйтеуір сондай бір өте қиын кезеңдерде азаматтың сөзін айта алған адам ретінде сондай жүйе бір сірескен қасаттанған қар сияқты қатты қаралады ғой, сондай сияқты ештеңе өте алмайтындай. Сондай жүйені, сондай сөзімен қақтылып өткен, былайша айтқанда, елдің бәрін таң қалдырған да, тамсандырған да, сол сәтті қазір айта бастады ғой енді. Сондықтан мен қазақпыны бір бөлек, енді осы кездегі ерлігімен болашаққа барады деп өзім ойлаймын Жұбанды. Біз енді осы жағынан да көбірек айтқымыз келеді, жайлап айта жатамыз. Рахмет, жаңағы әдебиет порталындағы жазылған мақалалардағы сөздерді айтып жатыр ғой Жадыр апам. Сол әдебиет порталында жарияланған мақаланы Кісен ашқан поэмасымен бастаған екенсіз. Күй иесі Құрманғазы күйдің аты, сый иесі Құрманғазы сыйдың аты деп Жұбан ақын ағаның Кісен ашқан дейтін поэмасында, оның ішінде Махамбет Исатай өлеңдеген өзіміздің батырларымыз және өзіңіз жаңа айтып кеткен Астанада жүргенді байқаймыз. Жұбанды тек Орал, Қадырды тек Орал тойлау керек сияқты, жазылмаған заң қалыптасып қалған сияқты деп. Тағы да оралайын, Үзілдік апа, өзіңізге де сұрақ болсын. Жадыр апа, сол әдебиет порталындағы мақаланы Жұбанның тамаша өлеңімен бітірген екенсіз. Ал бүгін мен азаматпын, жазалатын әлемге, жазалатын дүниелік дастандарды жазалатын тарихқа, қазақ атымды да кеше ғой, танығаны оған дейін не таңба танылмады, солар жайлы ойлансын ұрпағымыз, Шолпан қызы шапақты таңылдары деген тамаша Жұбанның өз сөзімен аяқтаған екенсіз. Жаңа өзіңіз айтқан, енді бізге Үзілдік апа не жетпей жатыр сонда? Неге тек қана Жұбанды Орал тойлау керек? Соның ішінде кеше көріп отырсыздар, барлық үлкен шаралардың өзіміздің Ақжайық ауданында өтіп жатыр. Демеуші болып жатқанда осы елдің азаматтары шыны керек. Жаңа Астана неге ақсатпайды, әлде Сағынтай ағамыз айтқандай, үлкен қылып тойлау үшін, қаһармандық беру үшін расымен бір-екі пахарон керек пе? Сағынтай ағамыздың сөзі. Үзілдік апа, не айтасыз осы тұрғыда, Жадыр апа? Сол мәселе керек. Менше Жұбанды қозғаса, желтоқсан оқиғасы түгел. Енді бірден бір Колбиннің алдында шығып, соны Қызыл империяның кезінде сонан келіп тұрған басшы ғой енді. Соның алдында жаңағы қол дірілдеп тұрып, Жұбан ақын, мен мұндай күнді көргенше соғыста бір күн бұрын болып кетпедім. Қыздарымның шашынан сүйреп, итке талатып, ұлдарымды дубинкімен ұрып, үстінен мұздан су шашып, мұзға қатырып, таудың етегіне лақтыққанша деп айта алғанды тек қана Жұбан ақын. Одан кейін оның жүрегі сыр берді, жасыратын жоқ. Қадыр ағамыздың өлеңінде бар ғой, өлеңіне күмәнім болмағанмен өлеңіне күмәнім бар дейді.
бұл жерде шындығында жуан ақынды София жеңгеміз зерттеуші менің алдында барып келдік. Сонда жеңгеміз айтады, жуан ол профилактикаға жатады дейді. Сонда маған сол күні айтты дейді, мен білмеймін осы шығам ба шықпайын ба деген. Оның артында шынайында ол күмән екендігі сөзсіз. Енді бірақ түбі ашылады. Егер біздің ұрпағымыз мықты болса, ұрпақтар жаңа біздің жасап кеткен, біздің жұмсалып берген ізімізді әрі қарай нық сеніммен алға апаратын болса, бұл ашылады. Жуанға қаһармандық атақ, кеше осы қаһармандық атақ жөнінде мына сағынтай көрдім көбінесе. Жазсақ мына неде Серік Маркс дейтін бала бар, Жуанда. Бүйтіп жазып қойыпты. Жуанға ол атақ не керек, ол туған кісі керек. Дәл осылай жазған. Ол баланы мен құрметтеймін. Не үшін? Білімі қатты өте. Мықты тарихшы. Бірақ арасында жаңағыдай сөздер бар. Сосын мен оған былай жаздым. Серік дедім, айналайын. Басқа айтса бір жөн дедім. Бірақ сенің аузыңнан осы сөздің шығуы, сен тарихшысың деп. Сен білімді баласың. Бірақ сенің аузынан осы сөздің шығуы өте ұят. Сөзіңді қайтып ал. Ол әруақты адам. Жуан ұрықтар. Мына байқайсыңдар ма? Әрбір қай жылдардың атамайды. 5 жылдығын болсын, 10 жылдығына келіп атайықшы, иә? Жуан ағаның тойының алдында мықты дауыл болады. Өте. Содан кейін жаңбыр жауады да, бәрі керемет. Кәдімгі жайма-шуақ болады. Кеше де солай болды. Бір күн бұрын мықты дауыл болды. Түнде жаңбыр жауып, келесі күн қандай келді? Мінекей. Осыны зәйлімен біздің елімізге былтыр келді ғой. Ана айтады, бақырмен құрықсын қалай бар? Мен айтамын, құрықпа, бәрі жақсы болады. Бірақ дауыл болады дедім, әр затым. Айтқандай солай деді. Сондықтан бұл түбі ашылады. Қаһармандықты бүгін мен көрмеспін. Мен көрмеспін. Бірақ менен кейінгі ұрпақтар, мейірмандар, менен кейінгі ұрпақтар бәріміз көрулеріміз мүмкін. Мен қазір 70-ің үстіне шығып кеттім. Мен көрмеуім мүмкін. Бірақ ұрпақ көреді. Мен оған сенімдім. Себебі біздің жастарымыздың ішінде рухты ұрпақтар бар. Мен соған сенемін. Мағжан Жұмабаев ағамыз айтып кетті. Міне рухты ұрпақтар кезіндегі алаштың азаматтарын шығарып қайтады. Мына осылай шығады. Қаһармандық атақ алады. Әрине кешегі Сағынтайдың несінен кейін мен тағы да жаздым. Бұл атақ, той Жуанға да Қадырға да керек жоқ. Бірақ ұрпақ үшін. Кешегі тойды көбі қате түсініп жатыр. Мен мына сендер қызға айтайыншы. Кеше 2 күн жүріп, мен әлеуметтік желі қарайтын уақытым бар, үйге барсам, Оралдың мына блогерлер дейміз ғой, қарсы оппозицияның жігіттері менің телефонымды кімнен алғанын білмеймін. Біреу жазған, Жуанның тойын тойлап қолындарына сіздер аш, аяқ босатып, бәлен түгін неше түрлі сөз жазған. Тағы біреу жазған, менің тәтай апам дейді маған. Қарашы дейді. Тәтай апам той тойлап қолындарына низат алдында низат берді. Мені қара. Жастар ма? Солай жазып жүрген менің неме телефонымда. Сосын мен сендер сияқтыларменен сөйлеспеймін де, сендер сияқтыларды көзіме ілмеймін деп екенін солай жазып. Осы деңгейлеріңмен қала беріңдер. Одан мен жоқ. Солай жүріңдер. Осы азамат бас, екші ер адамдар. Азамат бастарыңмен осындай деңгеймен жүре беріңдер. Деп солай деп жазып. Сондықтан біз жастарға сенеміз айналайын. Жастар бар бізде. Түбі ашылады. Қазір ашылмауына. Рахмет. Қадыр апа, өзіңізге осы сұрақ болсын. Үлкен қалада жүрсіз, үлкен порталда қызмет етіп жатсыз. Жұбанды Астана білем ме? Алматыда еңселі ескерткішін қойып, Астанада асқақтау үшін не жетпей жатыр бізге? Енді біз өзі есімізді жер жимаста осы Совет үкіметі құлап, желтоқсан оқиғасының хабарын кейін барып естідік. Енді 12 жасымызда Совет үкіметі құлады, бір ой
сондай бір кезеңдерде болып біз 90-шы жылдардың балаларымыз ғой енді. Кейін күнкөрістің соңында кетті. Мысалы қазір бәрі керемет дегенімізбен де өте бәрібір де қазақ ойлары шақта тұр. Біз бұрын ойбай орыстанды, орыс болып бара жатырмыз дейтін едік. Қазір басқа діндер, басқа мәдениет біз жұтылып бара жатырмыз. Мәдени қабаттарымызға кәдімгідей бір зақым келіп жатыр. Соны көріп біліп отырмыз. Әрине нәрсе жасаған боламыз, бірақ ішкі ділге қатысты да көп нәрсе. Енді жұбанды біле ме деген кезде қаншалықты біледі? иә, жұбанның атын біледі ғой. Бірақ жаңағы айтқандай ғой, көзқарас өзгеру керек. Егер көзқарас өзгерсе, мысалы қарапайым нәрсе. Қазір кітап шығару өндірісі әбден жолға қойылды. Неше түрлі кітаптар, комикстер шығара аламыз ба? Бірақ біз осы желтоқсан оқиғасына қатысты танымдық еңбектер бар. Ол былай Қайым-Мұнар Табиевтің кезінде жазғаннан кейінгі Дүкенбай Досжановтың алаңынан кейін танытты мына желтоқсаншылардың естеліктері болуы мүмкін, бірақ балаларға, жасөспірімдерге түсінікті еңбек жазылған жоқ. Мен мынадай нәрсені көргім келеді. Осындай бір альбом сияқты кітапша болса, әдемі қылып, түрлі түсті қылып, сосын оның ішінде балаларға түсінікті қылып, әлгі өте қатты қорқынышты қылмай, бірақ тарихтың тілімен бір сірестіріп тастамай, кәдімгі адамның тілімен, кәдімгі атасының немересіне әңгіме айтқан сияқты, бір өткен күннің естелігі сияқты, осындай стильмен жазылып, содан кейін біртіндеп архивтерден алынған суреттерді салып, міне мынадай оқиға болды, осындай кезеңдер бұған не үшін барды да, осы кездің қаһармандары кім еді деп. Біз мысалы тек қана жұбанды алып шығамыз деп бұл жерде айтпаймыз. Қазақтың азаматтары да бар ғой ол. Бірақ сол осындай сөзді айта алған осындай азамат суретімен беріп, сөзімен беріп, сонда басынан бастап аяғына дейін жеткен кезде балада мағлұмат қалу керек, түсінік болу керек. Міне кішкентай кездегі алған білім бұл тасқа түскен жазу сияқты болады. Балалар кішкентай кезінен осыны біліп өссе, содан кейін біздің тарих, мысалы біздің тарихымыз, тарих оқулық туралы айтып отырмын да, мысалы онда кішкентай ғана нәрселер мағлұмат беріледі. Осыны кеңірек жазып отырса, міне осының өзі жұмыс, осының өзі насихат. Сосын жаңағы мен Серіктің не айтпақ болғанын түсінетін сияқтымын да. Серіктің біз көбіне пікіріміз кішкене жақындайды. Екеумізде бір түрліміз бар мүмкін. Енді Серік мынаны айтып отырған болуы мүмкін, жаңағы Маркстің айтып отырған Зият. Иә, атақ неге керек деген кезде ол былай ғой. Қазір соған мазмұны сәйкес келмесе де, сондай бір өзінен екі есе ауыр, үлкен, зор атақты алып жүрген адамдар көп болып кеткен. Бұл мүлдем көп болып кеткен, сондай өзінің размерінен, өлшемінен 3 есе үлкен киім киіп, шапан киіп жүрген адамдар елестейді, көзіне. Біз деген осы атақ деген нәрселерден жүрегіміз айни бастады қазір. Өйткені оның әділеті жоқ, әділеті кем. Ол өзінің адамын таппайды да көбіне. Сосын жаңағы ол ойлайтын болған, енді атақ не шешеді? Бұл жерде жұмыс басқаша жүру керек деп ойлайтын шығар. Мысалы мен де солай ойлаймын, жұмыс басқаша жүру керек. Жаңағыдай бірінші біздің осы мәдениетті басқарып отырған жерге бірінші орысша бітіріп, сосын болашаққа кетіп, ар жағында ағылшыншасымен мүлдем басқа таным, басқа түсінікке кетіп қалған адамдар қазір олар жиналды да, мысалы оларға қазақтың дүниесі екі қолын бестейін деген сияқты болып қалды. Бізге кәдімгі осы елдің ішінен шыққан жігіттерді шығару керек әрі қарай. Енді бұны қалай істейміз? Бұның бір кілең, біз мысалы рушылдық дейміз ғой, 100 жылдық бізге деген осы нәрсе
өте қиын болып кетті енді қазір. Енді қалай болғанда сондай азаматтар барса, ол мына кешегі тойларыңыздың құтты болсын тойларыңыз. Ол тойдың мақсаты не? Әрбір тойдан бір түйін, бір ұлағаты қалу керек та. Ол жаңағы насихат айналып тұрғанда. Енді кісілер, адамдар жиналған жерде көңіл көтеріледі, оны мына әңгіме айтылады, бірақ бұнда мысалы конференция болыпты, мен естідім да. Конференцияны тыңдайтын адамдар бар, олар ой түйіп кетеді. Оның түйіні бар ғой қалай болғанда. Ол кім болған, не істеді, қызметі айтылады да. Одан кейін мектепте ашық сабақ жүріп жатады бұл кезде, бұл апталықтар болып жатады да. Мысалы осы кітапхананың өзінде қаншама іс-шаралар, балалар келіп көреді. Бұл есте қалады. Оның мәні солай. Сол сияқты осындай жұмыстармен өте қиын кезеңде отырмыз. Өстіп. Әйтеуір бірінші ес ақылыңды жоғалтып алмау деген нәрсе ғой. Қазақ ретінде кімбіз, содан кейін біздің осы қазақ ретінде таразының жаңағы басын басып тұратын кімдер бар деген кезде жаңағыдай азаматтар шығу керек, айтылу керек олар. Өстіп жұмыс істейміз. Рахмет, мәдениеттің басында шын рухы мықты ер азаматтар мәдениеттің басында. Сосын кешегі тойларда мысалы кім не қылады деп жаңа сұрақ қойып тұрған ғой. Біздер мысалы кеудеміз кеп тұрып, басымызды тік көтеріп тұрып мақтан аламыз. Бізде керемет кітап шықты. Біз халықтың миллионер жаңағыдай ан-жерде қалатын миллиондармен алдап жатқан жоқпыз. Біз кітаппенен. Біздің ауданның бір ерекшелігі осында. Ұрпаққа ұлағатты сөз қалды. Рахмет, дұрыс айтып отырсыз. Конференция өтті, өздеріңіз куәсіздер. Одан бұрын Жұбан орталығына келген қонақтар. Кітаптың таныстырылымы және айтыста болды ғой, аламан айтыс. Ақындар Жұбанның қыр-сырын жан-жақты зерттей келген екен, барлығы жырлады. Сол арқылы елдегі мәселелерде, жақсылықтарда барлығы жырланды ғой. Соның ішінде мен де қатысқан, маған да айтқан, сол кезде кітапхана ішінде. Сол кезде мен де марқайып тұрып айтқан, Мүсілдік апа, кітап қой, біздің ауданның кітапханалары жаңартылып жатқан өз алдына, біздің аудан кітап шығарудан да алда деп. Қоспайып дейтін қартымыз бар, Құдай берген. Сол кісіге Құдай қуат берсін дегіміз келіп тұр осы жерде. Және Жұбан мен желтоқсанды бөліп жара алмаймыз. Жаңа Мүсілдік апамыз да, Жанар апамыз да айтып жатыр. Сол кездегі 700-800-ге жуық жазушының ішінен басқалар мыңқ етпей отқан кезде Колбинге қарсы шығып, ол енді жалаң қолмен 30-таған нөмір дей ғой, желтоқсанда жастарды ақтап, жақтап, мақтап сөйлеген жалғыз Жұбан ақын болған. Және кеше келіп кетті. Илья Жақанов ағамыз келді, Бауыржан Халилұлы да өз сөзінде айтты, әлемде жоқ әнге орнаған ескерткішті Ақжайық ауданы қойған деп. Білетін шығарсыздар, Жұбан орталығының алдында Еділжайық ескерткіші тұр, және барсаңыздар Еділжайық композициясы ойнап тұрады. Және Еділжайықтың авторы Илья ағамызбен бірге Ақжайықтың ақша қаласы Ақштау апамыз келді. Ақштау апамның сіңілдіге сыр, қыз келіншектерге тәрбие өлеңдерін барлығын сырып қойып, ол туралы айтпағанның өзінде осы Жұбан ағаның сол кездегі 700-800 жазушының ішінен жалғыз өзді жастар жақтап сөйлеген сөзіне ерлікті көзбен көрген күн деп жырлаған сол Ақштау апамыз болады. Рұқсат болса, кітапхананың маманы Тұрсынай Мұратқызы екеуміз сол ерлікті көзбен көрген күн дейтін Жұбан ақынның рухына арнаған туындысын оқып берейік. Ақшабақты ерей бір ерлікті көзбен көрген күн. Желтоқсан 86 ызғарлы күн. Мұз бен қар жылжығандай құздан бүгін, өттінде астан кестен ойда жоқта артына ұмытылмас із қалдырдың. Айтамыз, ертеге бұл күндерді, батыр деп мадақтаймыз жөн білгенді, халыққа жаңа жылдық сәлем жолдап, жазушылар үйіне Колбин. Біреулер бастық көрсе қуанатын, біреулер жалпылдайды сұрабатын, бір кезде жазушылардың бесіне барады көтерілер Жұбан ақын. Қазақша акцент толқыған қаталым. Замандаспыз қатар жүрген, желтоқсанның көргенше 16-сын бір күн бірін батсамшы, батар күнмен. Қорғағанмын мен жаудан совет елін, әлі күнге отанды ән етемін,
мен қазақпын деуші едім біле тұра шовинизм дегеннің бар екенін. Ұрпағыма қалым бар не дер енді, қорладыңдар бұл қазақ деген елді. Қыздарымды таптатып бұрымынан ит таласын деп пе едің, немеремді ақынша айтсам ұл елдің күллі азабын, менің далам көтерді бұл мазағын. Тракторге таптатып ұрпағымды, осылай жүрегімнен жыр жазамын. Толқуатып па ақындардың алдына келгесін. Оның ада шыдады халқым менің, бердімес пе билігін алтын кенін. Тұңғыш тұрсын алғашқы дәмін татып, түсінбейсің замандас салтын елдің. Ақын жүрек тартады содан қайғы, айта алмасқа болмайды жарам жайлы. Кешірмеді замандас осы жолы, жұбан саған пікірлес бола алмайды. Намыс пен кек түнеріп қабағында, мұң аралас жас тұнып жанарында. Ел алдында арқадан жігіт түсіп ақын тұрды, тазарып бар алдында. Тынып қалды, зал тегіс күбірлемей, бір адамның жанары күлімдемей. Біз отырдық төбеден жай түскендей, арқамыздан құмырсқа жүгіргендей. Кетті залды ақынның өртеп демі, әлесімде біреулер селт етпеді. 37 қуғының көрген сорлы қол соғуда тесткені жертеп келді. Жұбан бөрі, өзгелер қояндардай, кол бен жүзі сәл қанға боялғандай. Зал гуілдеп бір кезде жер солқ етті, ұйқысынан бар қазақ оянды. Және бүгін мәртебелі меймандарымыздың қатарын Аман ағамыз толықтырып отыр. Аман аға жайлы айта кетейін. Бұл кісілердің құрдастарының, бұл кісінің өзінің жасаған істерін білгілеріңіз келсе, өлең саялыққа баруларыңызға кеңес беремін. Мынау Жұбанның ауылына кіре берісте, Жұбан ауылына қош келдіңіздер дейтін біздің сәт сапарымыз қарсылады сіздерді. Сол сәт сапарды орнатқан осы кісінің тікелей бастамасымен осы кісінің құрдастары өзі де басы қасында жүрді. Және Жанәділ бауырымызды білесіздер ғой баршаңыз. Ғазезов Жанәділ дейтін біздің жарық еткен жұлдызымыз күні кеше ғана 1 жыл болды өмірден өткеніне. Нешінші Ақбидай ойындары екенін ұмытып қалдым. Ақбидай ойындарының алтынын алған бала біздің ат үстінде жүріп Алаштың мойындатқан 30-ға жетпей кетті. Сол Жанәділ ағамыздың әкесі, Үзілдік апамыздың, Жадар апамыздың бауыры, біздің Жұбан ауылының құрметті азаматы дейтін біздің өзіміздің ауылдың үлкен марапаты бар, шыны керек. Кез келгенге беріле бермейді. Сол марапатты алған кісі жеке кәсіпкер. Аман аға, өзіңізге бір ауыз. Қайырлы күн, барша өнер сүйер қауым. Роза Кәкемұлы осындай бастама жүрген кітапхана ұжымының атынан алыстан алып жастар бала келсе 60-та 40 сөйлемейді дейді ғой. Жатырға қарындасымыздың алыста жүрсе де елге келіп бір білсін ел деген мақсатпен жасап жатқан іс-шараның арты оңынан болсын. Кешегені мынау Жұбан атамыздың тойынан кейін іле-шала осындай бастаманы бастап жатқан сіздерге үлкен ауыртпалық тиіп жатыр, бірақ сол ауыртпалыққа қарамай мынау қыркүйек айының соңғы күніне ұштастырып жасап жатыр екенсіздер. Сәтімен құтты болсын. Енді біздер енді осы Елубаев әулие тұлғамен әкеміз Ғазез Аллаға ұстаз болып, Отан соғысының ардагері. Сол 55 жылы кішкентай әке елді мекеніне келіп, бастауыш сыныптың мұғалімі болғаннан соңғы 83-ті зейнеткер жасына шыққанша сол әке елді мекенінде ұстаздық етті. Біз сол ұстаздың ұрпағы боламыз, бірақ енді біздер кішкене үйде бір уазик болды, сол уазда ешкім шофер болмағаннан сол шоферлік жолға қарай ауысып кеттік.
енді үйде кітап сайрап кітап толып тұрды, бірақ кітапқа кішкене құмарлығымыз болмайды. Сол машина құмарымыз машина болды. Сол машинаны айдасақ, сол машина бір құрап алып жүрсек деген мақсатпен сондай алға қойған мақсат арманымыз солай болды. Енді Жадыра қарындасымыз бүгін алдарыңызда келіп сіздермен жүзбен дидарласып өзінің өткізіп жатыр. Енді өмір болғасын өмірдің өзі қуанышымен ауыртпалық қатар жүреді. Енді кішкентай Әтірек елді мекені бұл енді ауылына Дала орта мектебіне 5 шақырымның үстінде. Бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой. Сол кішкентайынан бастап өзінің жақсы несімен жақсы оқығанның арқасында, жақсы кітапқа жақын болғанның арқасында енді Әтіректе сол кітапхананың меңгерушісі сол уақытта қазір зейнеткер Гүлсара апамызбен Тания апамыз. Бұның көзін ашқан, жаңағыдай жетелеп ауылдық жерлерде іс-шаралар өткізіп, соларында үлкен ықпалы болды. Оның артынан енді сол 96-тан кейін кішкене бала тасымалы жоқ, интернат жоқ. Сол Әтіректен Талап мектебіне жаяу барып, таңертеңгі 6:30-7-те кетеді, 2-де қайтып келеді, қайта кетеді. Сол жаяулап жүріп оқып, өзінің сол білімге деген өзінің несін екі ортада үлкен қыстың күндері бар, көп кеме бар, соның бәрінде сол өзін жеңе берді. Енді бүгін әкемізде бір ойнап жатқан болар, мына елге келіп, осындай елдің азаматтары мен азаматшалары қолпаштап жатқан, енді Жадыра үйге бай болғаннан кейін, мына қазір Меңдола күйеу баламызға қосылғасын фамилиясы өзгеріп кеткен Шамұрақта болып кетті. Енді Меңдолаға да осындай үлкен алғыс айтқымыз келеді. Бұның да осы Жадыраның осындай Жадыра болуына, Жадыраның жаңағыдай кітап шығаруына, жазылуына, енді Меңдолада жазушы болып, өте үлкен аудармашы. Сол енді әр азаматтың артын, мықты әйелдің артында мықты азаматтар дейді ғой. Меңдолаға да рахмет айтқымыз келеді. Осындай қолдап, жарының биікке көтерілуіне де бірден бір себепкер өзің. Сіздерге үлкен осындай тату тәттілік, бір-біріңізге деген жақсылықтарыңыз жалғасын таба берсін. Өмірге әкелген ұрпақтарыңызбен бақытты болыңыздар. Енді әр ұрпақтың артында ұрпақ жалғастырып, ұрпақ сабақтасты. Енді орнынан дүзілгі апаларымыз, Жадыраларымыз өссе, Келес ағаларымыз өссе, мұнында Мерман ауылдың қазіргі мұны осылай ұрпақ жалғастырып, ұрпақ сабақтасты жалғаста берсін. Шығармашылықтарыңызға табыс тілейміз. Қаламды жазарыңыз көп болсын. Сүйіпті, сүйсінті оқитын оқырмандарыңыз көп болсын. Кітап білім бұлағы, өмір оның шырағы дейді онда. Сол кітаппен адам өмірдің жақсылығы бәрі сол кітапқа байланысты. Кітапханаларыңызға оқырмандарыңыз көбейе берсін. Осындай жан-жақтан келетін қонақтарыңыз да көбейе берсін. Сіздерге сәттілік, шығармашылық табыстар тілейміз. Жаңа Аман ағамыз айтып жатыр ғой, Меңдола ағамызды. Сағынтай ағамыздың үйінен 3 ақын шықса, сіздің шаңырақтан қос бірдей жазушы шыққан екен. Бұның өзі бір сирек кездесетін құбылыс. Меңдола ағамызда, Аман ағамыз айтқандай, үлкен аудармасы, жазушы, журналист. Жадыра апамды да журналист деген ұғымнан бөліп алуға болмайды. Жаңа әдеби порталды оқысаңыздар түсінесіздер. Қоғамға екінің бірі журналистер айта алмай жүрген тақырыптарды ашық қозғап жүр. Бүгінгі шарамызға сіздерді сыйлап келіп отқан үлкендеріміз бар, мәртебелі меймандарымыз бар. Сіздерге де назарымызды бұрап отырсақ. Енді кеше осында келердің алдында Жадыра қарындасымыздың
Жадыраға өзінің жақсы бір кітап шыққан еді. Қалаға келіп мұнда жете алмай жатырсыз. Қалаға келіп бір түнде жай келген. Жаңағы бүгін осылай үлестіремін деген өзінің несі болып еді, инициативасы. Оны енді беріп жібереді ғой. Сол енді мына қарындасыма кітаптың жаңа айтпай отыр едім, кішкене қонақтарымыз сөйлетіп алайық деп енді. Аман ағам өзі бастап жіберді ғой. Күні кеше ғана батыстың бас университеттерінің бірінде осы Жадыра апамыздың кешкі 4-те шамасында кітабының таныстырылымы өтті, облыстық оқырмандармен кездесу өтті. Жаңа кішкене кешігіп жатыр деп отыр ғой Аман ағамыз. Біз Жадыра апамыздың қай кітабында осы аудандық кітапхана бастап, ауылдық кітапханаларды қостап насихаттаудан келді емеспіз. Секундтар арасындағы шексіздік өзіңізбен тікелей видео арқылы ауылдың өткендерімен насихаттадық. Сандық кітабымыз бар. Енді су жаңа сиясы әлі кеппеген туынды қисық дүние деп аталады. Дұрыс қой. Қисық дүние. Арманымыз поэзия әлемінде жүзу болсын, қаламыңыз шабытты қызу болсын. Қисық дүние дейтін кітабыңыз құтты болсын. Дүниеміз қисық болса да ниетіміз түзу болсын деп байланысты. Аман аға ақын бастаған екен, бірақ тоқталайын дейсіз бе? Айтыңыз, аға. Жаңағы Ғазизов Жанат деп айтып отыр, оны біз өмірге ұрпаққа келеміз, ұрпағымызды мақтанамыз. Осы 19-да келіп, таңда әдегінде құлагер командасының тартып тұршы ол сол құлагер командасының басынан бастап кеше күн өмірінің соңына дейін жақсы нәтижемен жүріп жатты. Кеше Алматы қаласында Ақбидай ойынында осы Ақжайық ауданының құлагер командасының жігіттері жақсы жеңіспен оралып жатыр. Одан Ақжайық ауданы деген үлкен күш, қуат, жақсылық. Соның мына кеше күнші уақыт бағдарламасында жаттықтырушылар шақырғанда Қайнар сол Жанайдың бірден бір шәкірті сол несінде өзінің кеше алтын алып келсе де сол осы жеңісімді Ғазизов Жанайдың арнайын деп олар ұлағатты нәтиже көрсетті. Ұстазы өмірлері көтесі, ұстазының сол несін ұмытпай кеше ондай айтқанда атын алып көңіліміз босап риза болып қалдық. Артынан шәкірттер көбейе берсін. Күнде Жанаттың 31 жасы, бүкіл балаларымды жинадым. Енді өзімде басымызды осы еске алдық. 30 жасын төлейміз, онда төлей алмай қалдық. Жанаділ тек өзі атқа шауып қана қоймай, ауылдың балдарына жақсы тартқан спорт. Осы ауданның ауылдарының, өзінің ауылының өмірден өткенмен жүректерде мәңгі сақталады ғой Жанаділ бауырымыз. Жаңа кітапқа шолу жасап өтеміз ба, Жадыра апа? Дүние. Жұбан есімінен бастадық. Жұбан туған топырақтың әсерінен сол дүниеден бастадық әңгімемізді. Енді осы отырғанда Жұбанның ауылынан келіп отырмыз ғой, Жұбан ауылы болып отырмыз шағын. Елде бізден зор азаматтар бар. Біз енді осылай сәтті түсіп келіп жатырмыз. Енді осы бір нәрсеге таң қаласың. Туған жерді соншама сүю, оған бір кәдімгі кіндігімен байлану деген нәрсенің үлгісін алыстан емес, тура қасымнан көремін. Мысалы, Үздік апа әңгіме айтқан кезде мен таң қаламын. Қалада қалатын мүмкіндік болып тұрып, Жұбан ағам айтты деп, мысалы, сол бағытымды өзгертіп жібердім. Менің қолымнан келмеуі мүмкін бұл. Басқаша болмын да. Мысалы, ол кісілер ғой бір мехнатсыз, бейнетсіз, шындап келгенде жақсы өмір кешті.
жазушылар одағын 2 рет басқарды ол кісі мысалы. Ең бір мысалы шетелдерде саяхат сапарларда болды. Енді абыройлы ғұмыр кешкен адам, осы желтоқсан оқиғасы ғана оның шын азаматтық бейнесі кім деген сұрақ, үлкен сұрақты ашып кәдімгідей оның сол асқақтатып жіберген оқиға болды да, шындап келгенде образ кәдімгідей табиғи ашылып тұр бұл жерде. Кейде сондай бір ситуациялар болады да, адамның осы уақытқа дейінгі жиған, терген, көкірегіне түйген нәрселерінің барлығы шындап келгенде мазмұны қандай, осы нәрсе шықты. Бұл былайша айтқанда жобан әлі де керек десеңіз де, бірақ осы оқиғаның болуы, осы арқылы жобанның шығуы бізге оны басқаша танытты шындап келгенде. Өйткені қаншама поэма жазды, бірақ ол уақыттың еншісі, сол уақыттың сұранысына соцреализмнің талабымен жазылған дүниелер болды ғой көбінде, мойындайық. Енді жаңағы бірақ бір нәрсе анық, біз Орал өңірінде жұмыс істеген кезде мақалалар келетін еді, анау Шәкемов деген ағай болды ғой ауылда. Сол яғни Кәдібай ағайдың жұбаның сол Мақсұт ағайға айтқаны бар ғой, Мақсұт деген жақсардың бола берсін мақсатың деген. Иә, сол кісі мысалы естелік әкеліп жүрді. Біз оны бастық, сонда ол кісі жаңа көргенін естіген жазған, енді ретімен түсірген ғой енді. Сол кезде мен түсінгенім бір енді егін өсіретін ел, техника қат кездерде мысалы жаңағы қолы ұзын деген сияқты коммуникациясы дұрыс болған ғой бәрінде ол кісінің. Сонда қолға түспейтін техникадан көмектеседі екен. Ол үлкен нәрсе шындап келгенде қайырылып тұр ғой бәрінде. Өзім болдым, өзім кеттім демей адам. Сосын ылғи келіп тұрған бұл жақсы үлгі, естігенге де құлағым жағатын нәрсе. Енді жаңағы үздік апалардың осы мен есімді жинағаннан жұбан деп келе жатыр енді. Соншама бір жағына риза боламын да, бір жағына таң қаламын. Өйткені ол сайғұдықты жұбаннан бөлмейді. Мысалы, өзде жаңа шынын айтып отыр. Мысалы, мына тәтем отыр алдарыңызда. Менің алдымдағы жалғыз ағам бұл кісі. Осы мен есімді жиғалы еңбекте, біз оны еңбек адамы деп жатамыз ғой қазір. Аз мен еңбек адамы осы кісі. Осы ана жылы әкеміздің 100 жылдығына ас берген кезде мектепке үлкен қақпа жасап берді аула. Өзінің қаражатына не істесе де ауылға істегісі келіп тұрады. Не ойласа да бүкіл ойы барып сол ауылға барып тіреледі. Бұл кісілер қалаға көшіп келгенмен бүкіл көңілдерімен ықыластарымен ауылда сол енді. Егер баяғыдай еңбек қайнап жататын болса, баяғыдай совхоз болып дүрілдеп тұратын болса, бұл кісілер қозғалмайтын еді. Өзім осы армандайтын едім, осы ауылдан жылдам кетсем екен, қайтып келмес едім деп. Енді шынын айтайын енді. Өйткені өте бір көңілсіз уақыттар болды ма әйтеуір. Мен бұл кісілер сияқты енді адам өзіне сіңіп өзімен қарай білу керек. Мен қараймын, бір жағынан мен ол бастан жатшылдық болды, аралағаннан да шығып, бір жағынан бұл кісілер сияқты сүйенуім бе деп өзім күмәнданып қаламын. Иә, бірақ ана жолы осында келіп жаңағы жұбан орталығын көрдік, önде соғып шықтық да. Қандай әдемі, жіп жинақы, өте бәрі ретімен, керемет қылып кәдімгідей. Ол жұбанға қатыстының бәрі бар. Сондай бір құрмет. Жұбан деген кісі бақытты кісі ғой деймін. Осындай нәрсе ол керемет. Шындап келгенде керемет. Қадырға деген оны да көрдік мысалы. Осындай жаңа елің қандай, мына басқа жақта жүргенде қай елсің деп сұрайды. Мен басында түсінбейтінмін. Сүйегің қай жақ, сүйегің қай ел деп сұрайды ғой. Біздер бірден руды сұрайды ғой енді. Ол жақта енді жүзді сұрайды ғой. Сонда
кіші жүздің деп айтқан кезде адайсың ба дейді. Енді олар берішті басқаны біле бермейді, ол адайды біледі. Соны жаңағы әйтеуір беріш десең Махамбет пен Исатайды біледі. Сонда үшін мен ойлап отырамын, Оралданмын деген кезде деп қоя салады енді. Жұбанның ел екенін деп айтса екен деп тұрасың. Бәрібір ішімде бір сондай. Жаңағы кітапқа келсек, бұл енді менің 4-ші кітабым. Жаңа көрдім, айтылмаған соттық екен, бұл мемлекеттік тапсырыспен шыққан дәуір баспасынан. 23-ші жылы сәуір айында сандық шықты, фолианттан. Қыркүйекте осы жерде айтып кетейінші. Жаңағы тәтем толып кетіп жатыр, тәтемнің маған деген көл-көзі ықыласын бәрін көріп отырса, мен күтпей қалдым. Енді өзімді қалай ұстайтынымды білмей қалып жатырмын да, енді ол ниет адамның ықыласы ғой, енді рахмет тәте, аман болыңызшы. Енді мына кішкентайымызда осы Үзілдік апамыз сәл бір нәрсені шимайласақ, соны бір керемет нәрсе көріп, қабырға газетіне беретін еді. Тақпақ па бір нәрсе жазамыз ғой өзі. Содан енді кейінде өзі кездесу деген осы білмеймін, 3-ші ме, сондай ғой, 4-ші ме. Сол 23-ші жылғы қыркүйекте Жұбан кітапханасына шақырған осы Үзілдік апам. Өзі жырып, өзі кәдімгідей ұйымдастырып, сол былайша айтқанда менің продюсерім ба бұл кісі, жаңағы ұсталым ғой енді. Енді осы жолы да өткенде айтып жатыр да, сен енді. Жоқ, осы өзі әуеден дайындалып жүр. Былай, ұлты да айтты ол кісі, сол маған да айтып жатыр ғой. Енді рахмет бәріне. Қисық дүние деген 2 повесть, 13 әңгіме берді, мен үшеуі сыймай қалды, 10 әңгімемен шықты. Кеше сол студенттерге таныстырмақ болдық, кешіп қалдық. Проза деген нәрсе өзіме қатты ұнайды. Біз енді қалай десең екен, бір нәрсе айтқың келеді ғой, енді кейде мақалаға сыймайды, бірақ ішіңде кетеді, бүйіріңде қалады, соны кәдімгідей шағым келеді да, сондай бір өзіңе өзің еркіндікте бір жазып, кейде жетуі мүмкін, кейде жетпей қалуы мүмкін да, әңгіме ол емес. Бірақ жайлап барған сайын сыбаушылар беретін жазуын меңгереміз, береміз. Сіздерге рахмет, достарыңызға. Рахмет. Қонақтарымызға да бұрылып отырайық. Мәлік ағамыз бар, Сағынтай ағамыз бар. Қызды сыйлаған қалыппыз ғой, Динар апамыздан бастасақ айып етпейсіздер ме, Сағынтай аға? Ақжайыққа кеше Жұмантойға да келді. Өлең үшін, өнер үшін қыдырып келіп жүрген Қыдырбай қызынан бастайық. Кітапханашылар қауымына үлкенді кішілі үлкен рахмет. Шынында үлкен істің ұйытқысы болып жатыр. Жұбантойдың әлі бітпегендігін, жыл бойы жалғасып жатқандығының бір дәлелі ретінде көрсетіп болатын шығар бұл шараны да. Әрине мына Жұбан туған топырақтан деген шара мына жерде жаңа диктор отырса әлдеқайда құлпырып кетер ме еді. Әр саланы, әр қырынан таныстыратындай етіп, бірақ енді жоққа жүйрік жетпейді. Жазмышқа шара жоқ. Бәріміз де жаңа толып кетіп жатырмыз. Жұбан туған топырақтан айтқан кезде жаңа айтты ғой, бізден де зор тұлғалар бар шығар деп. Бірақ сол Жұбанның тойының шамасында жадыралып келіп жатса, бұл да бір тарихи сабақтастық, бұл да бір ұрпақтар сабақтастығына бір мысал деп ойлаймын. Сондықтан осындай игі істеріңіз, осындай дәстүр жалғасын тапсын. Енді Жұбан туған топыраққа жалпы бәріміз де бөтен емеспіз. Менің шешем марқұм Өлеңкінің қызы. Жиенмін Жұбан туған топыраққа мен. Сағынтай әкем жақсы біледі.
өмірден озғанына 20 шақты жылдың үстіне шығып кетті. Осы өмірбақи мәдениет саласында өмірін өткерді, мәдениет саласында қызмет жасап, ауылда клуб меңгерушісі болып, сондықтан да біздер жарық дүниеге келгелі Амантай деп жақсы айтты ғой, айналамыз толған кітап еді деп. Біз де сол кітаппен одан қала берді мәдениетке шығатын журналдар болды ғой сол кезде, кеңес кезіндегі. Аттарын ұмытып тұрмын, айналам. Менің ең бірінші әліппем солар болып тұр. Театрға жақын жүрсем, ақын жазушыларға жақын жүрсем, оның да бір септігі болған болар. Өзім мұғаліммін, Ақниетте үлкен гимназия бар Оралда. Сол гимназияда дәріс беремін қазақ тілі әдебиеттен. Ешқандай жазушы да ақындар емеспін. Сондықтан маған сөз бермей-ақ қойып жатқаным сол ғой енді. Жадыра екеуміз сонау 8 жастанда бірге келе жатырмыз. Тайпақтың 2 ағайын болғанымен сол ең бірінші олимпиадада қатысқан сияқтымыз. Нәлік аға өзі ұмытты ма, ұмытпады ма білмеймін, есімде ме? Біздерге осы кісілер жюри болды. Ол кезде қабақтар кішкене қатулы. Қазір ғой қарындасым деп бауырына шотқан. Сол жаңағы олимпиада ең бірінші таныстық. Бірден шүйіркелесіп күшті болып кеттік деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Өзі тұр ғой мінекей. Екеуміз негізі біртүрлі бара қараған кезде өте қарама-қайшы адамбыз. Мен кейде айтамын, әзілдеп болса да. Мен негізі Зүлік апада мен туғым керек еді деп. Себебі бұл кісі мен жаңағы екеуміз де көпшілміз, екеуміз де ашық жақынбыз, сөйле десе сөйлей береміз деген сияқты ұқсастық тұстарымыз көп енді. Жадыраның осы отырған ол кісі жазудан шебер болғанмен өзі көп жарнамалай білмейді, сөйлемейді деп айтып білмейді, жарнамаламайды деп айтпай-ақ қой, жарнамалай білмейді. Жаңағы көп сөзі көкейінде қалып отқан шығар. Айналаға келгенде мейірбанды өтірік шығып, мен өлең жазбаймын деп жазды ол өлең. Мен оған келмеймін, иә. Сондықтан мен бауырымды өтірік шығып. Өзім мойындады ғой, тақпақты мектеп қабылға жазып келді. Өз сөзіне өзі қайшы келіп жатыр. Неге шыққан кезде мен Зүлік апамның қасына шықтым, себебі деген көп нәрседен бұл кісі қорғайды мені. Кейде әлеуметтік желіден жазып қоятынымыз бар ғой енді. Аз-мұз болса да шимайлаймыз, жазушы болып кетпесек те. Сонда кейде жаңағы байқаулардан ойналып жатқан кезде қуанамын ғой. Қуанып бірдеңе жазып қойсам, мен алғыздырып тастайды бұл кісі, звондап. Сосын осы күні жақсы әдет тауып алдым мен. Бірінші жаңағы желіге саламын, сосын алдын алып Зүлік апама звондаймын. Жадыра маған ұрсақ, сіз мені крышабайт етіп, Жадыраның аузын жабыңыз деген сияқты әңгіме ғой енді. Себебі мына жалпы өмірде күндестік деген болады, күншілдік деген болады. Мен әншейінде шимайлап жазып жүріп, Жадыра сондай жүлдені жаңағы додаға түсіп, топ жарып атса, мен үндемей қалсам, былайғы жұрт айтуы мүмкін ғой. Ойбой, жаңағы бақа есеппен мүмкін ішім бүгіп қалған шығар деген сияқты. Сондықтан да басында бұл кісі тыңдап жүрдім. Соңынан жаңағы Зүлік апаны крышабайт еткеннен кейін бұл кісі тыңдамайтын болдым. Жазатын кезде жазамын, сосын жаңағы жазып, желіге салғаннан кейін кейде телефонды айырып тастаймын. Ашқанда Жадыраның бәлен қоңырау тұрады ғой, мен білемін ғой себебі оның не айтатынын. Сондықтан да енді осы кісінің жанында жүрсем, мен де ақын болып кетпегенмен ақын жан шығармын. Бір сол ортақтық бізді байланыстырған шығар, жұбаның топырағы бізді байланыстырған шығар. Сондықтан да енді Мейірман жаңа таныстырғанда да айтып жатыр ғой, жұбанның анасы деп. Сол жұбанның жиені болып, жұбанның өлеңін оқыта жүріп, менде бір кішкентай ғана үлесім болған болар. Енді жұбан атты ұл тәрбиелеп жатсам, жұбанның 5 қазанында дүниеге келді өзі. Ғайсахан, бүгін жұбан дүниеге келді. Ғайсахан ағамыз. Жұбан туған күн ғой деген бір ауыз сөзі, жұбан деген есімді қоюға әсер етті. Жалпы өмірде мен сенем, кездейсоқ болмайды деген сөзге. Сондықтан да бұл да бір солай бұйырып тұрған шығар. Шүкір, енді кешегі жұбан тойында бірнеше жұбандарды қосып жаңағы көрсетеміз дегесін алып келгем. Сол әнімінің жағдайымен енді бірге жұбандарды кездестіре алмадық біздер. Бірақ Құдайдың бұйырмысын қоймайсың да, осында жұбандарды кездестіре алмай, қалаға аттанып кетсем, қалада көлікпен бара жатырмын қалаға. Сол көлікте сіздер жұбан боласыңдар ма деп келіншек, иә жұбанбыз деп.
сөйтсем жаңағы мына кадр орталығында кездестіре алмаған жұбаным машинада тұр ғой, барғанша бірге бар. Жуан орталығында кездестірдім ба? Жұбан орталығында кездестіре алмаған жаңағы жұбанды да жұбанның анасын да бір көрікте құдекең бір көрікке отырғызыпты ғой бізді. Соған барғанша әңгіме айтып бардық. Жаңағы оқушы жұбан шықты ғой, алдарыңызда оқушы жұбан шықты, 3 жасар жұбан шықты. Мен балам бізде өте алмай қалған. Рәсми жұбанды көре алмай қалдық. Иә, сосын деген жаңағы анасы да мұғалім екен, орыс тіл пәні мұғалімі, қазақ тіл пәні мұғалімі, бәрібір де әдебиетшіміз ғой енді, қай тілден болсақ та. Сондай жағдай екен, жаңа енді Сайғұттан Сайымжан ағаны айтып жатсыздар. Жалпы мен Сайымжан ағаға жиен боламын. Бірақ өмірде бір-бірімізді көрген жоқпыз. Сосын мына үлкендер кетіп қалғаннан кейін, үлкендер кетіп қалғаннан кейін бізді сол таныстыратын ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Ана қызы келіп тұрады, оған екеуі айтып білесіз ғой. Театрға мен жалпы театрдың әдебиет бөлімінде ағылшын жасаған. Сонда бізде барлығы таң қалады. Анармен қалай таныспай жүрсіз, жүріспей жүрсіз. Сол кезде мен айтамын ғой, бізді бұрынғыдай таныстыратын үлкендер жоқ. Біздер деген шыны керек қалай туыс екенімізді де жөнді білмейді екенбіз. Сондықтан да мен де бара қойған жоқпын, ол білетін хабарсыз ба, хабарсыз емес пе білмеймін. Жалпы енді жұбан туған топырақ деп атқасын, мен де болса, кішкентай болса да қанымда сол жақтың бір бөлшегі бар дегенді айтып келіп жатырмын ғой. Кеше студенттермен кездестік, өзіміз оқыған универ, өзіміз оқыған қара шаңырақ, кітаптың келіп үлгермегені болмаса, жалпы кездесу жаман екен жоқ. Студенттер жақсы талдау жасады жадыраның процесіне. Студенттер жақсы сөйледі. Енді жадыра деген жалпы көп нәрсені жаңа бүгіп қалды, өлеңінен бастап деп айтып жатырмын ғой. Бұл кісі домбырамен ән айтқан кезінде сар жазған. Біздер ең бірінші үндінің әуендерін қалай айтқанын айтпай қойын, ол енді оқушы кезіміз үндінің әуендерінде шырқаған домбыраға салып. Одан кейін Ұлықпан жолдасы жаңадан шығып хит болып өтті ғой. Біздің жаңадан еңбекке араласа бастаған кезіміз болады. Сонда Ұлықпан жолдасыға кәдімгідей бұл жарнама жасап, соның әуендерін домбырамен тартып, сахнаға алып шықты университет сахнасында. Студенттер көктеріне қатысты, жырымен болсын, әнімен болсын. Жаңа Жанаділ марқұмға ән арнаған кезінде өзінің көпесіне арнаған әні ғой енді. Сол әнге елтіп өспесін бе, бізге Жанаділ жұмысқа кірісіп, осы Ақжайықта Ықпалда үлкен шаруалардың басқасында жүргенін естіп тұрсақ та, көре тұрсақ та, бізге бала сияқты қарайтын едік та. Енді оның зор абыройы бар екендігін әттең біздің өліп кеткеннен кейін көбінесе бағасын біліп жатырмыз. Бірақ артына қыруар іс жасап кетті ғой енді. Мүмкін өмірлік миссиясы сол болған шығар. Енді көпіне айтамын, енді бізде жадыра детектив саласына, детектив жанрына қалам бұрып, прозаға ойысып жатқан кезде бізде құрбы құрдастар әзілдейтіндік, біз жадыраны ақын деп білдік, журналист деп білдік. Керек десеңіздер, жаңағы өнерпаз деп білдік, жаңағы сахнаға домбыра алып шыққан кезде. Апырау, неменен айналысып кетті мына қыз деп детектив жазып кеткенде. Қазір, наоборот, жан-жақты қыры әлде де ашыла түссе екен. Мына жаңа қисық дүние көп айтылып жатыр ғой. Көп сөз болып жатыр. Оқырман тапқан кітап, жадыраға жалпы кездесу ұйымдастырамын деп отқан жер көп. Кітапханамен біздер жақсы байланыстамыз. Мына спец арнаулы кітапхана дейміз ғой. Сантай әке, сіз білесіз ғой мына недегі? Циолковскийдің ойындағы нағыл дейтін еді, зағип жандарға арналған кітапхана ма? Сол кісілер де ұсыныс айтты. Бірақ енді жаңағы солар өздері жастарға арналған тағы бір клуб құрған екен. Сол клубтан да осы жадыраға ұсыныс түсіп жатыр жан-жақтан. Бірақ енді бұл кісі 2-3 күнде келетін болғандықтан қамти алмай жатыр. Мен сол зағип жандардың алдына барып, бірнеше барып тұрам арасында шақырумен кітаптар туралы сырласамыз. Ол кісілер өте сезімтал адамдар ғой. Олар Құдай жанардан айырса да үлкен жүректен зеректік берген, зейін берген адамдар. Сондықтан да кәдімгі керемет тыңдарман олар. Мен кейде өзім осылай кітаптар туралы айтып тұрып, кейде бір кітаптарды баяндаған кезде
кәдімгі жылап жүріп өзімнің көзіме жас алып аналарға тебірене айтқаным соншалық көзіме жас алған кездер болған. Сонда солардың да тілегі бар. Алда Жәке ескерерсің. Бізбен де бір кездесу ұйымдастырса екен, жадыра келсе бізге де бір көрсетсеңіз екен деген сияқты мен бұрында да айтқам. Осында құлағымды түсінбеймін. Енді осы жалпы Сайғырттың жандары аман болсын, жұбан туған топырақ өрлей берсін, өркендей берсін. Істейік тілекшіміз. Амандықтар істесек. Рахмет. Динара апам елге келіп көсіліп жатыр. Үзілдіктей апасына қосылып жатыр. Біз бір жұбанды ұлықтап жатырмыз, бұл кісі бір жұбанды өсіріп жатыр. Жұбан орталығындағы шараға келіп кеттік деп. Жұбанның жиені жұбан еліне әрқашан қош келеді. Алла бұйырса алда үлкен шараларға арнайы шақыратын боламыз. Не айтам деп барлығын айтып жатқан сияқты. Соны айтам, соны мен ойлап отырмын. Мәлік аға, қош келесіз. Ауырмаңыз, өзіңізге сөз берейік. Ассалаумағалейкум, қара шаңыраққа көптен бері кітапханаға бас сұқпап жүрісті. Бас сұқпағанда енді мен бас сұғатындай жүріп жүрген жоқпын ғой, сондықтан келмей жатырмын. Бүгін қуанышты өте қуанып отырмын. Роза Сәкеновнаға өте ризамын. Роза Сәкеновна мен оның қыздарына кітапхананың енді бір жігіт бар еді, ол кетіп қалды. Бірақ бар ғой енді Әнуар деген жігіттер. Жалпы қыздар деп енді осы кітапхананың шырақшылары, осы қасиетті кітапхананы ұстап отырған қыздарға байланысты айтып отырғаным ғой. Осындай күнді ұйымдастырып жатқан подкасттар мынау. Енді көптен ойлап жүретінім осы жадырамен елге келгенде бір кездесу жасаса ғой деп. Рахмет, дұрыс. Өте дұрыс. Енді жекен ортамызда жүрген адам ғой өзімізді. Жадыра бұл болашақ ұлы жазушы деп қойған мен негізі. Енді артықтау айтып жүрсем де, ол негізі әділ баға деп ойлаймын. Болашақта нағыз іздеп жүріп оқитын осы жадыра болады деп ойлаймын. Оның алғышарттары бар. Мынау алғашқы аяқ алысынан ақ байқалады оның. Иә, кезінде ұстаз болып таза сіздерге сабақ бере алмасам да, бірақ түрлі байқауларда, түрлі кездесулерде, түрлі кештерде осындай сіздерге бір бағыт-бағдар бере алдым-ау деп ойлаймын арасында. Олимпиада қатырақ қарасам, сол сендердің өз білімдерге мен сеніп, бұзып жарып ешкімге жалтақтамай, және ешкімге артынан сөз қылдырмай, орын алатындарға сенімді болсам керек. Дидар айтып отқан сөз. Әсіл ғой. Рас. Жадыраның сандық кітап қолында бар. Сандығын ашып, оның ішіндегі барлығын ақтарып тұрып қарағам. Өте риза болдым. Енді әрине ол жаңа айтып отқандай алғы бастапқы әліппесі болады бәлкім. Бірақ осы алғашқы кітаптардың өзінде қаншама мән мағына жатыр. Әңгімелерінде қаншама мәселелер көтеріліп жатыр. Оның өз алдына стильдік ерекшеліктерін байқап отырсаң, лирикалық, психологиялық баяндаулар, түрлі эмоция мен ішкі сезімдерге адамның терең үңілу арқылы жазылған дүниелер. Енді біздер филолог болғасын, әдебиетші болғасын, жаңа көбіне теориясын көбірек мән береміз әдебиет теориясына.
оның байытатын көркемдік ерекшеліктер қандай, сөз қолданыста не бар деген сияқты. Осындай әсіресе метафоралар мен мына эпитеттерге бай, өте көркем шығармалар, туындылар жазылған. Біздер қаламмен отырып қарағандай болып оны оқыдық, риза болдық. Сосын мына стильде негізі қазіргі біздер құналы оқып жүрген кәдімгі бүкіл дүниежүзі оқитын анау Европа, шет елдер, мына қазіргі Жапония жазушыларының бір стиліне жақын сондай. Солардың жазушылардың көргендей боламын оқығанда жатыр. Бұл деген әлемдік жазу манерін бағындырды деген сөз. Енді бұл әлде де көзге шауып жаңағы жазу машығына бейімделе беретін сөз жоқ. Бұл жалпы тұлпар шыққан сайын жазыла түседі ғой. Сол сияқты жазған сайын жазыла түсетіне, жазған сайын көзге түсетіне сөзім жоқ. Сондықтан сен қисық дүниеңнің де түзу қабылданатынына және бүкіл елдің біздердің сүйіп оқитын кітабымыз болатынына дау жоқ. Енді оқымаған ештеңе айта алмай отырмыз ғой. Бірақ алдыңғы кітаптардың жаңағы ізде сорабына салса, бұл кітаптың да жұрт іздей оқитын кітап болатынына сөз жоқ. Сондықтан жазушылық жаңағы жолыңа сәттілік тілеймін Жатыржан. Аман бол, сау бол. Мен долла інімде мықты жазушы негізі. Оны енді қазір аудармалар арқылы байқауға болады бұны. Аударманың өзімен ақ көп нәрсені байқалып тұрады ғой. Сондықтан елге қажетті жаңағы мынау дүниелерді аударып жатсың, және ол кез келген дүние емес. Елге қажетті жұрт сүйіп оқитын дүниелер. Еңбек жемісті болсын. Болашақта басқа да салаларға, басқа да жанрларға бет тұратынына ешқандай күмәніміз жоқ. Сондықтан жемісті еңбек етіп жатқандарыңызға қуанамыз. Жолдарың болсын әрқашан. Ұрпақтарыңмен, отбасыңмен аман болыңдар деген жақсы тілегіміз бар. Енді үзек күндер оның бәріне жаңағы тілекші. Мынау бір сөзінде өзің айтқандай продюсер ғой енді. Сол продюсерлік, бәріміз де сол енді құртай, денсаулыққа байланысты мүмкіндігіміз кішкене шектеулі болғасын. Ол мәселелерге өз қолымыздан келмей жатыр, енді бірақ ниетімізбен, көңілімізбен соны қалап тұрамыз бізде. Продюсерім болуға да, жарнама жасауға да, болмаса қолдауға да сол пейіліміз дұрыс деген мағынада айтылған ғой. Алла беке ісің сәтімен болсын, бауырларыңмен бірге аман есен жүре бер. Енді негізі жаңа кішкене етіп отырмын, бастағанда ана бауырымыздың қай осынан бастауым керек, кішкене толқып кетіп айтылмай қалып жатыр. Енді мен ол кезеңдерде мен де жағдайым тап не ете қойған жоқ. Кезінде енді Үзекеңе телефон арқылы ғана хабарласып айтқан болсам керек. Енді өздерің отырғасын айтып жатқан ғой. Енді әрине жерге аяулы бір азамат өсіп келе жатыр еді. Енді қапыда айырылып қалғанымыз әрине өкінішті. Қайғы болсын артынан. Елге көңіл айтады. Елдің баласы болып қалған азамат еді деген тілек айтамын. Ал осындай жағдайлар енді кешегі мен жұбан тойында бола алмадым. Бір емдеу орнында кетіп қалғанмын. Сонда болатынды айтып және болмайтынды айтқанмын. Сондықтан енді оны тек қана сыртынан ғана естіп көріп, Сәкен арқылы, Сәкеннің бидолы арқылы, бидосы
өзі айтқан фото видос арқылы ғана жаңағы көріп жатырмын шын айтқанда. Рахмет. Иә, сіз сондықтан оған енді бірақ Роза әкеңіздің бір ағадай қашанда алып қалатын бір сыбағасы болатын еді. Кітап тұрған болар деп отырмын, қазір алып кетемін ғой деп ойлап отырмын. Иә, өткенде анау ауыр жүгістік 80 жылдарынан кітабыңды алдым, рахмет. Уақытында жеткіздің, қолыма тигіздің. Бізде күтетініміз кітап, енді басқа ештеңе қажет жоқ, мен үшін мысалы. Рахмет, қолдарың болсын қашанда. Рахмет. Рахмет. Сыбағасы бар ғой Роза әкеңіздің. Дайын деп жатыр. Рахмет. Құдай қуат берсін. Аман жүріңіз. Рахмет. Оқырмандар отбасы деген атаққа ие болған оқырмандар. Бір қошемет тұрып қойыңыздар я. Жаңа айтып қой, Ақжайықтың әнұранының авторы деп бұл кісі. Меңдол аға, ылғи жазасыз, бір ауыз айтасыз ба? 5 минуттан сөйлеушілер. Қайырлы күн бәріңізге, құрметті оқырмандар, зиялы қауым. Бір әдемі жақсы кеш ұйымдастырған үшін кітапхана басшылығына да үлкен алғысымды айтамын. Біздер енді шетте жүргенде елдің ықылас пейілін сезініп жүреміз, шыны керек қолдауын да. Жаңа Мәлік ағам айтып жатыр, Сағынтай ағам бар, фейсбукте де, әлеуметтік желіде де біздерге жақсы қолдау білдіріп, ықылас пейілдерін білдіріп отырады. Бұл деген енді алыста жүргенде еліңнің барын, елінің қолдауын сезіну деген үлкен бір ғанибет білген адамға. Осындай енді ағаларымыздың жаңағыда ақ тілек, ақ пейіліне көп рахмет. Сіздер барда енді жұбандай ірі тұлғамыз жоқтаусыз болмайды. Жаңа Басқаттың атын айтып жатыр ғой, жұбан туған топырақтан деп. Шынымен де адамға барлық қасиет деген адам тек қана топырақтан химиялық элементтерді ғана алмайды. Сол жерден бүкіл қасиет, қадір қасиетінде топырақтан сіңіреді ғой. Мысалға ана тарихтан қарасаңыздар да, осы өлкеде ертеректе ең бір көне дәуірлердің өзінде сарматтар, савраматтар мекендеген жер ғой бұл жер. Сол тайпаның мынадай бір салты болған ғой. Жаңағы бойжеткен қыз күйеуге шықпас бұрын шайқасқа қатысып, 2-3 жауын жекпе-жекте өлтіру керек екен. Содан кейін барып бұл тарихтан сіздер де білетін боларсыздар, оқыған боларсыздар. Содан кейін барып рұқсат берілетін болған ғой күйеуге шығуға. Енді осы жақта ең бір жауынгер тайпа тұрған болып тұр ғой. Көрдіңіз ба, бүкіл біздің жақтағы әсіресе мына ұлы отан соғысы кезінде де Мәншүк Мәмбетова, Әлия Молдағұлова, Қибас Досмановалардың шығуы деген бекерден бекер емес қой. Бұл деген топырақтан дарыған қасиетті көрсетіп тұр ғой. Бұл кездейсоқтық емес, тек қана сол батырлардың тек қана Батыс Қазақстаннан біздің өлкеден шығуы. Сол топырақтан сіңген қасиет топырақ арқылы осы өлкеде өмір сүріп жатқан адамдардың бойына дарығанын көрсетеді. Сондықтан осы елде жүрген ең бірінші осы қасиет топырақтан жаралған ағаларыма денсаулық, амандық тілеймін. Әрқашан аман жүріңіздер. Сіздер барда елдің еңселі азаматтары да, батырлары да жоғалмайды, өшпейді. Сіздердің насихаттарыңыз арқылы келесі ұрпақ оларды біліп өседі деп ойлаймын. Рахмет баршаңызға да. Сәттілік, жақсылық. Рахмет, қош келесіз сіздерге әрдайым. Сағынтай аға, енді Сағынтай ағам видеоға түсіріп болса, Сағынтай ағаны біреуміз видеоға түсірейік. Өзіңізге кезек берейік, сөз берейік. Кітапханашы, біздің ардагер кітапханашымыз, ақынымыз, ұстазымыз. Халыққа жүзіңді беріп сөйлеген жақсы қай уақытта да. Егер жүзің жарқын болса, төменшіктеп жерге қарайтындай қара бет болмасаң, бүкіл халыққа қарап сөйлеген жақсы көрем өзім. Қаттырақ айтсам естілетіндер, мынау шалса шалар,
енді мен мына $1000 жаңа сен басында таныстырдың ба, мен ести алмай қалдым ба деп. Иә, осы азаматтан бастап таныстыру керек. Ол дейтін қанша дегенмен осы біздің топырақтың мынау көрші аудандар туған бала ғой енді қазір қалыпты. Сондықтан біздің елге қонақ. Және дейтін біздің жадыраның жаңағы сүйеніші, таянышы, үйдің азаматы, елдің баласы дегенмен алыстан келіп отыр. Әрқашанда содан бастау керек. Сен жаңағы үйреніп қалғансыңдар ғой, Ақша апайды бірінші таныстырдым. Енді $1000 деген енді аудармашы былай қарағанда, менің өзім әдебиеттен түсінігім бойынша аудармашы деген ол жазушылықтан оңай нәрсе деп есептемеңдер. Ол деген сол шығарманы сол қайтадан жазып шығатын жазушы. Тіпті кейде айтып жатады, аударманың нұсқадан артық шыққанын, мысалы, көбіне поэзиялардың түсініктірек, анық болып шыққанын, проза болсын айтып жатады. Оның бәрі аудармашының шегір, ол қиян кесте қиын шаруа. Ол енді авторың өліп қалса, баяғыда шүйе құрап қалса ештеңе емес. Тірі жүрсе ол жүре бере көрген. Мына Герольд ағамыздың, Герағаңның әбеңнің әбден аудармашы болады өмір бойы. Соның естеліктерін оқысаң, аудармашы болу анадан безіп кетуге болады. Сондықтан үлкен еңбегің бар, айналайын. Еңбегің жемісті болсын. Бұлардың махаббаты мықты, өмірбаянын қарап жатсаң. Біреу қайда болса, екіншісі сонда бар. Жаңа осы Мейірханның суреті жатты ғой, 75 жасына шыққан бері қазақ әдебиеті жатыр еді, жаңа көрген. Сонау қиын жылдарда, өтпелі кезең деп аталған жылдарда екеуі қол ұстасып Ақтөбеге кетті. Газет дегендерде ақша жоқ ол кездерде. Одан жалғыз есе жоқ қыстау қойып қал, 5000 теңге айлықпен. Мына қызымдар біледі, бұл да жазушы. Мына Динара деген жазушы. Бұл да жаңағы Алжирге батысы аударып қойғанымызды. Бұл не? Орал өңірінде тілші болды. Құттақандай күнінен жазуға құмар болды. Менің ауылым қызы, менің ауылым өсің екі қызда. Менің қыздарым, екі мен балдармен құрдас. Театр сыншысы, Әшірбек Сығайды қалай сыншысы, Оралдың театрының сондай сыншысы. Театр жайлы осыдан асырып ешкім жаңағы суреттеп, жазып көрсете алмайды біздің облыста. Сондықтан бүгін осы адамдар келіп отырған жоқ деп есептеймін. Енді Үздік апаңды білесіңдер, мана жадыра дұрыс айтып кетті. Жұбан кетіп қалды, бұл қап қойды, жұбан қалды дегенге. Енді мына жерде біздің арамызда жүр. Баяғыда Алматыда оқыды, жоғары ұстаздық мектепте. 290 шақырым жерінде тұрып, сонау Алматыдан хат жазсамыз, бәленбаймен шақырым жерде. Енді сол жақта қалып қойғанда, ендігі бұны шақырып жүретін едік, самолетке билет алып беріп, бәлен жасқа толып жатыр деп. Аман жүр сенде енді. Жадыра мойындап айтып жатыр ғой. Мына аман деген, мына Елубаевтар семьясы бұл бөлек нәрсе. Мынаның кітаптаршылар бір өсін деп айтайын қыздарым. Мына Сайғырыпты тіршілікпенен, мына орталықпенен жалғап тұрған Елубаевтар әулеті болды. Қаншама қиын жылдар кетті, егемендік алғаннан кейін. Өмір жолы дейтін болған ғой, Ленинград қоршауда болғанда. Ұладыға көзінің үстіменен шоқырлық жалғыз аяқ сияқты жолменен барып, халыққа тамақ апарып береді. Міне, мына үздік дейтін жаңағы рухани әлем, жаңағы әйелдердің, босанған әйелдердің ақшасы, тағырдыны, осында керекте жүреді, мұздан өтеді, анам осыдан мен өте алмайым қазір қорқам. Содан осылар жай өтіп жүр. Еліне сейіт деген бірдемелерді осы тасып жүреді. Үйінде жалғыз үздіктің де телефон бар. Ақшасы есептегенде 30-нан 40 мың болып шығып, ленті ұстап жүреді осында. Жұрттар сөйлеседі де кетіп қалады, олар ақшаны ұзақ ұстайды. Түгелбай дейтінісі бар. Асылаудағы баланың қазір 30-40-қа келіп қалған балдардың бәрінің кіндік әкесі сол болады. Мұнда келіп тасып, мәліктер мұны әкиматтар жасарды біледі. Сол Түгелбай. Мұны аман отыр. Бүкіл ненің ауылдың жаңағы почта, басқа сөз, барлығын, оның жалғыз басқа сөз емес, басқалай да қатынас. Осы екі Елубаев, екі скорый жаңағы оғаз таблеті деймін, алды, сондай менен өмір бойы. Сондықтан бұлардың Сайғырдық, жаңағы Жұманауыл дейміз ғой, енді өлеңді ауылына жасаған жақсылықтар өте көп. Оны халқы елі ұмытпау керек ешқашанда.
ашты деген құйқаны топта ұмытпа дейді. Енді біздер енді қыз қаламгерлер қазақта жетеді ғой көп қазір. Кейбіреулері біле алмай қалып қойып жатыр. Мынау Алмажаннан басталады. Біздің Оралдар деген жазба әдебиет қыздардың Алмажан деген осы өзіміздің Оралдың тумасы мына Жәнібектікі болу керек, ұмытпасам. Содан кейінгі анау Шолпан деген анау Кереку жақта болған кешегі Кәкімжанова Мәриям апамыздан мен басталады ғой біздің бүгінгі қазақ совет әдебиеті деп айтайық сол кездің тілімен. Оның бер жағында қаншама әйел ақындар, әйел жазушылар болды. Жастарына қарап санай берсем мен барлығын да білемін, олардың шығармашылығымен таныспын. Рецензия кезінде Қытайдан оқып өстім. Соларға жалғасып, міне біздің елімізден, ауылымыздан жадыра шықты. Бұл журналист. Бұл қазірде жаңағы оқыған шилпақта, немесе жолпақта мүмкін армандаған шығар. Біраққа қомамасы жібермеді ме? Кішкентай қызын әлде өзі сол осы Оралда оқимын дедім, әйтеуір Оралға болып шықты. Бірақ журналистік жолға түсті. Мен жолда солай. Мына жақсы журналист, жазушы бола алады. Ал жақсы жазушы журналист болу неге саяқ деген сөз бар. Бұл мен енді Әзілхан Нұршайықовтың жазғанын оқыдым. Бұл ұғым әуелден бар болуы мүмкін ертеректен. Сондықтан журналист жазушы болып кете алады. Енді барлығы емес әрине. Ал жазушы адам жаңағы прозаик, роман, повесть жазатын. Олардың журналист болып газетте жұмыс істеп кетуі деген саяқ екі талай деген әңгіме ғой енді. Сондықтан бұл екі кісінің бір шылбырды қатар ұстаған екеуі де бір жағынан айтады. Алтын Орда деген Американың газетінде істеді. Ол деген сондай оппозиционный үлкен республика тарапынан мықты газет болды. Сонда олар шыңдалған болу керек, үлкен тәжірибе жинаған болу керек. Мейірхан деген жуан жайлы шындықты айтқан жалғыз жазушы Қазақстанда. Мен оны күні кешеге дейін білген жоқпын. Баяғыда кітапта шығарады. Мына жадырадан алып несін. Маған жадырап жіберіп мақала 2000-ші шыққан. 25 жылдан бері соны мен оқымаппын. Осы қалың кітаптың арасында. Мен қолым тигізбейді. Дебатың болды осыны. Келіп қалдырап болды. Мен қолым тигізбейді. Соны жазған Мейірхан. Тіліп тұрып, рұқсат тұрып, әке көкеде жүрген жазушыларымыздан бастап, мана сізді 35 жылдан бері күтіп жүрмін деген шалға дейін айтып жазған несі бар. Сол Мейірханның қоластында олар қызмет жасаған. Содан жайлап Астанаға барып, қазір ортаға кірді, екеуі де жақсы біздің мақтаныштарымызға айналып келе жатыр. Тіл көзден аман болсын. Жазған жазғандан оқып жүреміз, әдебиет баптан кітаптарын оқуыма тиге жоқ, шыны керек. Осында бар, бірақ мен айтып отырмын, кітап оқу деген. Қазір көзге бара-бара оқи алмай қалады шығамын. Мәріп оған кітаптың растай жазып болса. Сондықтан енді қош келдіңдер деп айтамын. Біріншіден баршаңызға аман мінекей. Сөзіңдер жүру, өзіңдер жүру, әке тәрбиесін көрген азаматсың. Ешқандай жаңағы баяндамашыдан, ешқандай әдебиетшіден кемшілік деп айтқан жоқсың. Оны әуелінде білеміз. Олар тектен, қаннан. Бұлар манағы Беріш деген рудан шыққан. Манағы 12 ата байыр, біздер алшын бір ғой. 6 аталы әлім, 7 аталы жектіру, 12 ата байырды, байырында жаңағы 12 ұлы бар. Соның ішінде Беріш деген рудан шыққан. Беріштің өзі 7 ұлы. Соның ішінде Қаратопай деген бөліміне. Мен ана Бейсен ағайдың есімде жылдығында баяндама жасадым. Сонда айттым барлығында қандай адамдар шыққан. Кешегі запрет тыйым салған зар заман ақындарының ішінде жүретін Мұрат Мөңкілұлы Қосылымызда елдерде жасалатта жатыр. Оның өлеңдері деген енді ғаламат сұмдық. Еділді келіп алғаны, етекке қолы салғаны, жайықты келіп алғаны, жағаға қолы салғаны, ойынды келіп алғаны, ойындағы су болғаны, одар басы өргенішке барғаны, ойласаңдар еттер қоныстың барма қалғаны жүрелайтын қасымызда жатыр. Басына барып өтуге болады. Немесе анау жаппар берді деген жатыр. Адай-адайды шуларын айтып жатыр, шешілдесі адайсың ба деп айтады. Сол адайларға жарты жерін алып берген бүкіл Маңғыстауды
Түркменде сол Жаппар берді деген Қаратоқай беріштің батыры қазір мына Қаройда жатыр. Тәрі дейтін батыр жатыр. Есет Қараұлы жатыр. Осылардың бәрі Қаратоқай. Ал Құлбарақ деген батыр, адайлар қазір бас дейіп сәлем береді бұларға. Құлбарақ деген бұларды адайлардың артынан қуып жетіп түркмендердің. Елін құтқарып қалған. Елін мұны біліп жүру керек, шәкірттерге айтып жүру керек. Әрбір оқырман, жас оқырман өзінің жет атасын білу керек. Ағай, оқушыларды сабаққа баратындар. Мұғалімдерден ұзақ сөйлеген жоқ білем, маған келгенде уақыт керек. Бәрімізге тиіп кетті ғой. Мен мына білу керек. Қайдан шықты бұл жазушылар? Балда сабаққа барады. Сондықтан сонда Құлбарақ деген батырдың басын кесіп алып, кейін қарап қоя берген денесі Түркменияда, басы Маңғыстауда қалып қойған. Сондай тектен пайда болған адамдар деп айтайын деп тұрмын. Ар жағынан бері қарай айтпасаң, кімнің кім екенін білмейсің. Оқырманға да түсіндіру керек соның барлығын. Жас бала оқырмандар жет атасын білу керек. Әрбір руда өзінің мақтан ететін тұлғалары болады. Мақтан ететін адамдары болады. Қай ру болсын, керек болса мен тауып беремін бәріне де. Байымнан да, әлінен де, жетірудан да. Сондықтан енді мына жадыраның келуі дұрыс болды. Роза идеясын алдында айтқан. Сондай бұл Роза деген қыздың өзі бұның басында идея шіреп жүріп. Бірақ деген орындама мүмкін болмайлар. Шіреп жүріп адамдар бар. Қазағына келгенде сондайда тойға келгенде болмаса мүмкіндік бола бермейді олар. Оны әлі тағы біреулермен кездесетін жастар бар. Сондықтан қош келдіңдер, өте жақсы келдіңдер, түгел келдіңдер. Мына қызыммен естіп көрсем мен, ол да өте жақсы болған. Жерде көрсем, өмірбаянын білемін, мен жазғаннан білемін. Қызым жақсы ашық жазады. Енді мына құрғыр жүрмейді базарда. Баяғыда Сайғырыққа да, Зүлікті тойына да, андалда да барамыз деді. Қолымда ештеңе жоқ. Ол уақытта ақша жоқ қой, қазір жоқ қой менде. Бірақ енді өлең ғой бізге, өлең. Соны жазып қойып едім. Менің Тұрсынай деген менің нем бар, қызым бар осында. Кесіріңіз ба? Олай болып кетсе, осы бүкіл история сонда сол жазды бастырып, мына сүгіретіменен алып берген, мен болмаса Астанаға құрбол өтпесін. Баяғы Жуан ағам үйіндерінде жасаған портрет тапып, анда барып байып қалған, ұқтамайды деп ойлаймын керек, сол сияқты. Соны оқып беріп бітірейін, әйтпесе сен де шығамайын деп. Өмір өзен, толқындардан ұздарман, тіршілік көш, келешекке қозғалған, адам ата қауанадан кейіна ең әуелі дүниеде сөз болған. Солай дейді Інжіл кітап киелі, жаратылды алдымен сөз жүйелі. Рас шығар, рабайсыз пенде тіл қатысып сөйлескен сүйелі. Қартқа барсаң өр басыңда иіп бар, салиқалы сөзден сауыт киіп бар. Сөз дейміз ау, сөзіңіздің өзінде байқасаңыз бағдарлы құт кие бар. Мекен оның тым биікте қарлышың, сескенбейсің, серік етсең ардышың. Көсем сөздің кие сұрып кетеді, қарғысыңа айналсы алысың. Сондықтан да сөз ұстамас кез келген, ұстайды оны өткен ұрғыз безбеннен, күнді ай деп айтатын аралында ақиқатқа сөз берген. Сондай қыз бар, ақжайыпта біз көрген, сөз ұстаған ағалардан із көрген, құлыншақтай желісіне оралған кездесуге келіп отыр біздермен. Жазғандағы жылу құяр жаныма, қаламгер қыз аты жаздай жадыра, Махамбеттің қан ойнаған тамырда, қалам найза тартпай қоймас қанына. Қанға тартпай қоймас. Туған жерге қош келесің жадыра, қош көресің, дос көресің жадыра, жолыңыза
жазарларың көбейсін, тек жақсылық жалау болсын жаныңа. Ертең шыққан біреу деп даланың, біз әрқашан тілекшіміз қарағым, ұрпағыңмен, нұртаңмен қауышып, жасай берсін, жығылмасын, қыламын. Tarifimizi kaçırırım. Рахмет, Сағынтай ағамыздан артық асырып ештеңе айта алмаспыз. Қара сөзбен де, қара өлеңмен де Жадыра апамыздың мінекей бағасын көтеріп жырға қосып жатыр. Рахмет, Сағынтай аға, аман жүріңіз. Осы кітапханаға қандай естелік Дұрыс екен. міне кітап естелікте мына жерде бәрі бар. Ізденіп оқимын деген балаға бәрі бар. ішінде жазуы. Мария Салонова киіп отыр. Қарапайым шапан емес. Сондықтан жаңағы халықтың алдында өзінің ұлттық елінің бір сәлемі деп қабылдасын. Ағаңның Рахмет. Ya dükkanlarım var da sağlam belge şapanların durumu. Рахмет, рұқсат болса, подкастымыздың өзі бүгін басқа желіде қарасаңыздар, желідегі подкасттардан өзгеше өтіп жатқан сияқты. Ұнап жатыр ма сіздерге? Оқушылар бүгін түріктіріп, соңына дейін. Оқушылар бүгін үлкен мән мағына тоқып бара жатыр. Әдебиет пен қазақ тілін бүгін кітапханамыздан оқып бара жатыр. Дұрыс, сәкеңіз өзіңізді шақырып ортаға. Осынау біздің заманауи жаңарған кітапханамыздың басшысы осындай шығармалардың жаңа Сағынтай ағам айтты ғой, миында идеялар дейтін толып жатыр деп. Автор үндеуге болады, иә. Өзіңізге сөз берейік. Әдемі шара, өздеріңіз көріп отырсыздар екен. 2 сағаттың үстіне уақыт өтті, бірақ та ешкім шаршауға мүмкіндігі жоқ сияқты. Әдемі әлі жалғаса берсе екен дейміз деп, бірақ та мынау оқушылардың қоратында оқытылғанда сондықтан да кішкене әр нәрсені де бір рет аяғы болады ғой. Сондықтан да шараның бүгінгі жоспарланған содан келіп қалдық. Өте тартымды, өте күшті оқырмандарымыз үшін өзіміздің Сағынтай ағамыздың қатысуымен әдемі шара өтті. Міне мына бүгін келіп жатқан қонақтарымыздың бәрін таныстырып өтпей деп маған жүруші де бәрін таныстырды. Осы балаларымыздың да айтуымен әлі де күшті таныстырды деп ойлаймын. Жадыра ханым кезінде ол кісі айтып еді дейтін. Мен туралы көп ештеңе айтпаңыздаршы дейтін. Оның әдеті солай айтады. Иә, көп айтпаңыздаршы дейді. Бірақ та мінекей елдегі ағалары бағанағы әңгімеге айтуымен біз туралы көптеген оқырмандарымыз өзіміз де көп нәрсе айтқан болдық. Соған өзіңіздің ел соны біліп сезіп отырмыз дейтін. Жалпы енді біздің мына шараның мақсаты оқушылардың бәрі отырсыңдар ғой, осы кітапханада өз өлкеңді өзгеден бұрын тану деген жоба бар. Бүгін тақырыптың өзі Жуан туған топырақтан деген. Сағынтай ағамыздың бір үлкен шаралары болып жүр дейтін. Жуан туған топырақтан түледім деп дейтін. Жадыра ханымда да Жуан туған топырақтан түлеген қыз екені. Сондықтан да осы отырған қонақтарымыздың бәрі де осы топыраққа сеткеп тұрғандығы. Тақырып өзіне сай. Жалпы енді жобамызды өз өлкемізде өзгелерді бұрын танысын деген жобамыз мінекей. Манағы саяттың айтылған қанша ірі тұлғаларды, тағы да осы елдегі ірі тұлғалар таныстырып жатқан жоба бұл дейтін. Мінекей бүгінгі соның куәсі Жадыра ханымды енді олар күйеу баламызды елге танытып бәрі осы тақырыпқа сеп тұрған нәрсе. Енді Үзілгі апамыз көптен бері осы Жуан 105 жылдығында Былайша да жақсы үлкен шаралардың басқасында апамыз шақырумен өтіп жатыр. Енді бүгінгі жалпы енді созбай енді шара жақсы осында, жалпы өздеріңіз бәрін қатысқандарыңызға айтып өздеріңізге бүгін тақырыптың жақсы ашылғанына қуанып отырмын. Енді
жалпы жұбан шарасы әлі жалғасын таба береді, әлі жылдың аяғында жалғасып жатыр. Әлде біраз шарада бағанағы ағайын кеткен енді идеяларымыздың бәрі сол дейтін мына насихат жұмысына тоқсады ғой, сондықтан әлі жалғасып жатыр деймін. Енді мен келгесін Үзілбек апам байқап отыр, мен дедім көп сөйлесуге де кеше шамамыз келмей қалды дейтін, сіздер бір шарамен жүріп жай бардым, оны істегілер арасы сетті дұрыстамай қалады дейтін, Үзілбек апаймен хабарласа алмай қалдым. Ана өзінің етін сыйлығын беріп жатыр Жадыра ханымға. Енді біздерде де осы жерде құттықтайтын сыйлықтарымыз бар. Қазір мына сыйлығымыз енді кешегі жұбан тойдан тоқтай тәбәрәк. Роза Сәкенқызы кітапхана осы класс қызметкерімізге осындай дайындықпен бізді қарсылап жатқан осы қошеметтеріңізге рахмет. Дидар ғайып дейді ғой, осы өтпелі ғұмырда осындай сәттер адамның осы жанын жадырататын сәттер шынымен де. Жаңа енді айтқым келді де, бірақ бөлек сабақ болып қала ма деп, сосын кейін сөздің ретіне қарай көрерміз деп, шынымен де қуандық. Мысалы Сағынтай ағайды біз кішкентайымыздан білеміз, Үзілбек апамыздың қасында жүрді. Біздің бала кезіміз олардың жұлдызды сәттері болды негізі. Біздің сол 7-8 класс оқып жатқан кезде бұл кісілердің атағы дүрлеп тұрды. Сол айтыс өнерінде. Жаңа Мәлік ағамыз шынымен де Олимпиада фестивальдерге барған кезде бұл кісі соны жүргізді. Сол жаңа Дина айтып жатқандай, ол кезде ол кісілер жас, ол келбетті уақыттары, сондай бір жұлдызды шақтарын көрдік ол кісілерінде. Енді танитынымыз бар, танымайтынымыз бар, бір ғанибет кеш болды деп есептеймін. Жаңа мен жолдасымды қалай таныстырғанын ретін келтіре алмадым да, ол кісі Джейн Эйрдің Шарлотта Бронте деген дүниесін, Шарлотта Бронтың Джейн Эйр деген романын, Редиард Киплингтің Ким деген дүниесін, сосын Яхина, Гузель Яхинаның Самарқанға бет алған эшелон деген романдарын аударған. Қазір олардың бәрі шықты, оқырман жылы ықыласын білдірді. Одан кейін қазіргі уақытта да жапон әдебиетінен аударып жатқан, былайша айтқанда, осы саланың адамы. Енді тақырыпқа сай, бүгін осы жерде менің бауырым інім отыру керек еді. Осы жұбанның сол жерде туған, осы жерге кәдімгідей бір кісідей еңбек сіңірген, шәкірт тәрбиелеп үлгерген, осы ауданның спорттағы мерейі үшін еңбек еткен, тер төккен адам. Енді осылай болды, осылай амандық пен жақсылық болсын. Рахмет сіздерге. Ақжайық жұбан елсің, жұбаны белсің, талай ғасыр тарихқа куәгерсің. Поэзия әлемінде Жадыра апам белімбекем буа берсін. Жанадыл жүйдік өткен құла келсін. Жұбан туған топырақта жұбандай тұлғалар туа берсін.